1979 жыл. Көкшетау орманы. Сонда саңырауқұлақ теруге шыққан адамдар үйіне қайтпайтын болды. Жасы 62-дегі ағаш ұстасы, 41 жастағы есепші әйел, 20 жастағы студент. 3 күз қатарынан орман 11 адамды өз қойнына алды. Іздеушілер тек заттарын тапты. Себеттерді, бәкілерді, бас киімдерді. Адамдар жер жұтқандай ғайып болды. Бірақ қазақ жерінде ондай жұтатын жер болмайды. Бұл сұмдықты жасап жатқан адам бар еді. Және ол адам сол ауылда әркімнің көз алдында өмір сүрді. Кеудесінде ордені, бойында бір ауыз артық сөз жоқ. Лақабаты үндемес. Мемлекет бұл істі 30 жыл бойы аса құпия деген мөрдің астында ұстады. Бүгін біз сол қаттаманы ашамыз. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл шынайы уақыт арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Күзгі Көкшетау орманының иісі ерекше еді. Мұнда ылғалды қайың мен қураған жапырақтың, жаңа шыққан саңырауқұлақтың жұпары аңғитын. Зерендінің қалың қарағай мен бурабай маңын кезген әрбір жан бұл иісті жақсы білетін. Қазақ даласындағы орманшылар үшін күзгі терім қасиетті ұғыммен тең болатын. Қолына себет ұстап, беліне бәкі байлап, аяғына ұзын етік киген адам орманға енеді. Ол қалың ағаш арасына, өз үйіне кіргендей сенімді қадам басады. Жалғыз өзі, еш алаңсыз жүре береді. Дала адам үшін орман қорқынышты мекен емес. Қалың қарағай оның екінші үйі саналатын. Бірақ бұл сенім сол жылға дейін ғана өмір сүрді. Дәлірек айтсақ, жұрт солай ойлайтын еді. Өйткені сол жылы Көкшетау өңіріндегі ауылдардың бірінен суыт хабарлар үдеп кетті. Орманға кеткен адамдар үйіне оралмайтын болды. Бір емес, екі емес. Іздеу топтары тек себеттерді, бәкілерді мен бас киімдерді тапты. Ал адамдардың өздері үнсіз ғайып болды. Қалың орман оларды бір ауыз дыбыссыз жұтып қойды. Кейін қаттама қағаз ашылған соң, тергеушілердің бірі әріптесіне қарап ауыр күрсінді. Бұл жай ғана қарақшы емес, бұдан да қорқынышты нәрсе деді ол. Ал қалың орманда ең қауіпті адам орманшының өзі еді. Ол әрбір соқпақты, әрбір сайды, әрбір қураған ағашты беске біледі. Адасқан адамды аман алып қалу да сол орманшының тікелей міндеті. Кейін белгілі болғандай, сол іш күз бойы адамдарды өлім соқпағымен жетелеген дәл осы адам болып шықты. Оның соңынан ерген бейкүнә жандар өздерінің ажалына кетіп бара жатқандарын сезбеді. Біз айтқалы отырған бұл оқиға 40 түтіні бар шағын ауылда басталған еді. Мұнда бәрі бір-бірін жақсы білетін. Сол ауылда сыпайы, мінезі жұмсақ, төрінде үлкен ордені ілулі тұрған бір адам өмір сүрді. Бірақ оның жертөлесінде үнемі құлыптаулы тұрататын жұмбақ шкаф бар еді. Оның ішінде не жасырылғанын тіпті туған әйелде білмеген. Ал шындықты білген сәтте оны ешкімге айтып үлгере алмады. Бұл ауыл Қарағаш деп аталатын. Ол Көкшетау өңірінің қиыр шетінде, Қызылжар маңына жақын орналасқан еді. Ең жақын аудан орталығына дейін 17 шақырым жол жүру керек. Ауылда 42 үй, 8 жылдық жалғыз мектеп пен шағын ғана дүкен болды. Клубтың маңдайында Атаманның ақыры фильмнің сарғайған үлкен суреті ілулі тұрды. Ауданнан жаңа таспа әкелмегендіктен бұл киноны 3-ші апта қатарынан көрсетіп жатқан кез. Ауылға баратын жалғыз қара жол жаңбырдан кейін ми батпаққа айналып кететін. Мұндай күндері көшпелі дүкен ауылға жете алмай жолда қалады. Ал көрші ауылдан келетін хат тасушы жаяулатып жетуге мәжбүр еді. Ол ауыр сөмкесін сүйретіп, ішіндегі социалистік Қазақстан газетін әрең жеткізетін. Ауылдың айналасын ондаған шақырымға созылған қалың қарағай мен ескі орман қоршап жатты. Тіпті тамыз айының өзінде бұл жердің сай саласынан сызгеттей аяқ астынан су шығып тұратын. Бұл мекен халық арасында Қарасай алқабы деп аталды. Ертеде осы маңда болған көне бекеттің құрметіне солай аталып кеткен екен. Бұл алқап өте құтты, бай өлке саналатын. Күз түсе саңырауқұлақтар ағаш түбірлерін қаптап кететін. Оларды кәдімгі май кескендей омай жинауға болатын. Батпақты жерлерде бүлдірген, бұлақ бойында қарақат самсап тұрды. Қырғауыл мен құр, қабан мен бұлан еркін жортқан мекен еді. Қарағаш пен маңайдағы ауылдардың тұрғындары осы орманның арқасында күн көрді.
Олардың ата-бабалары да осы табиғаттың несібесін жеп өскен. Қарасай алқабында 1968 жылдан бері Сәтжан Аянұлы Рахымов есімді адам орманшы болып істеді. Оқиға болған тұста ол 46 жаста еді. Орта бойлы, сімірлі, арықша келген адам. Оның түрі ешкімнің есінде қалмайтын, аса назар аударатындай емес тұғын. Көздері сұрғылт, тіпті түссіз деуге болады. Сирек шашын бір жағына қайырып қоятын, дауысы өте бәсең, сыбырлап сөйлейтін. Жалпы сөзге жоқ, үндемейтін адам еді. Бірақ сөйлей қалса, жұрт оны мұқият тыңдайтын, өйткені ауылдастары оны қатты сыйлады. Сәтжан Аянұлы ешқашан дүкен жағалап ішімдік ішпеген, ешкіммен төбелесіп жаңжал шығармаған. Тіпті өз әйеліне бір ретте дауыс көтеріп көрметті. Келіншегі еңлік, жергілікті мектепте еден жуушы болып еңбек етті. Күйеуінен 4 жас үлкен болғанымен өте жуас, құдайшыл адам еді. Жұма сайын 8 шақырым жердегі Саркөл ауылының мешітіне жаяу барып қайтатын. Ол күйеуі туралы үнемі «менің Сәтжаным алтын адам» деп мақтанатын. Ауылдастары болса, орманшыны үндемес деп атап кеткен. Бұл лақап ат оған жастық шағынан бері жабысқан. Ол әскерден жүйке ауруына ұшырап оралған деседі, бірақ өзі бұл туралы тіс жармайтын. Рахымов Қиыр шығыстағы әскери құрылыс батальонында борышын өтеген еді. Сол жақта оның басынан бір сұмдық жағдай өткен, бірақ ол ешбір құжатта жазылмады. Қолына белгісіз бір медициналық анықтама ұстап, әскерден мерзімнен бұрын босап келген. Бұл құпия қағазды колхоз бастығынан басқа ешкім өз көзімен көрген емес. Колхоз бастығы Сәтжанды анасының өтініші бойынша орман шаруашылығына орналастырған еді. Анасы кезінде ауылдың беткүстар сауыншысы болған, кеудесіне еңбек қызыл ту орденін таққан еңбек сіңірген адам тұғын. 70-ші жылдардағы Кеңес ауылында орманшының орны ерекше еді. Ол милицияда емес, колхоз бастығы немесе парторгта емес. Бірақ қалың қарағай ішіндегі оның билігі барлығынан да үстем болды. Ол заңсыз ағаш кескенге айыппұл салып, рұқсатсыз мал жайғанды жазалай алатын. Рұқсат етілмеген жерге от жаққан адам да оның қаһарына ұшырайтын. Заңсыз аң аулағандардың мылтығын тартып алуға да құқығы бар. Қаласа, жолаушыны өз үйшігіне қондырады, қаламаса қуып жібереді. Орман мемлекеттің меншігі болғанымен, үкімет тым алыста, ал орманшы қасында жүр. Ауыл халқының қысқы отынсыз қалмауы оның көңіл күйіне тікелей байланысты. Ормандағы ашық алаңдардан шөп шабуға рұқсат беру, немесе тегін қайың кесіп алуға көз жұма қарау тек соның қолында. Ауылда орманшымен сөзге келуге мүлдем болмайды, ал үндемеспен жауласу тіпті қауіпті деді. Рахымовтың орманда күнделікті аралайтын өз аймағы болды. Бұл аймақ орманшының тұрақты қадағалауындағы әрбір ағашына дейін белгіленген үлкен алқап еді. Сәтжан Аянұлының қарауындағы жер 4,5 мың гектарға дейін созылып жатты. Ол бұл аумақтың әрбір тасына дейін беске білетін, әрбір сайды, әрбір құмырсқа илеуін, қысқа дейін кесілуі тиіс, әрбір қураған ағашты жатқа білді. Орманға алғаш келген терімшілер міндетті түрде оның үйшігіне соғып өтетін. Бұл бір жазылмаған бұлжымас қағида іспеттеді. Олар саңырауқұлақ қай тұста көп екенін, қай жаққа баруға болмайтынын сұрап білетін. Өйткені қалың ішінде қасқырдың апаны немесе бұрынғы өрттен қалған терең шұңқырлар кездесуі мүмкін. Орманшы оларға үнемі ежіктеп түсіндіріп беретін. Кейде қолына себетін алып, қажетті алаңқайға дейін өзі ертіп апаратын. Әсіресе бұл жерге бірінші рет табан тіреген бейтаныс жандарға ерекше қамқорлық танытатын. Рахымов ауылдың дәл ішінде емес, оқшауланған қыстақта тұрды. Қыстақ қарағаштан 1,5 шақырымдай қашықтықта, бұлақ жағасындағы биік төбеде орналасқан. Айналасын кәрі қайыңдар қоршап тұрған еді. Үйі мықты, қарағайдан қиып салынған, шатыры шифермен жабылған мығым баспана тұғын. Терезелерінің жақтауы көк түспен әдемлеп нақышталған. Ауланың сырты биік ағаш шарбақпен қоршалған. Ауланың ішінде мал қора, монша, отындық сарай орналасқан. Үй астында терең жертөле бар. Аула ортасында төбеттің күркесі тұр. Онда Қарабас есімді үлкен қабаған ит байлаулы жататын. Бұл төбет бейтаныс адамдарды қақпаға 5 қадамнан жақын маңайлатпайтын еді.
Қақпа сыртында орманшы деп жазылған пошта жәшігі мен қабаған ит деген ескерту тақтайшасы ілулі тұрды. Барлығы кәдімгі ауыл адамдарының тіршілігіндей, бәлкім басқаларға қарағанда әлде қайда ұқыпты әрі таза көрінетін еді. Ауылдастары қыстақ жанынан өткенде үнемі бір нәрсені байқайтын. Үндеместің отындығындағы ағаштың өзі ауыл өмірі журналына суретке түсіретіндей тап-тұйнақтай қаланған еді. Кереңдігі 2,5 метрлік ұра 50-ші жылдары бұрынғы қожайынның кезінде қазылған. Рақымов оны кеңейтіп, айналасын тақтаймен шегелеп тастаған еді. Жертөледе қыстық картоп, тұздалған орам жапырақ, саңырау құлақпен сурет сақталатын. Бұл қазақ даласындағы кәдімгі шаруаның қарапайым қоймасы сияқты көрінетін. Бірақ Сәтжан Аянұлының ұрасында тағы бір құпия есік бар еді. Ол түкпірдегі сөренің артына жасырылған аласа есік тұғын. Ол жер еденді, көлемі 3x3 метр болатын бөлек бөлмеге алып баратын. Төбеге тақау жерде темір торлы кішкентай терезесі бар. Терезе сырттағы қалың таңғұрай бұтасына қарайтындықтан оны байқау мүмкін емес еді. Бұл есікті Сәтжан Аянұлы үнемі 2 құлыппен тас қып жауып ұстайтын. Келіншегі ол жаққа ешқашан бас сұқпаған. Күйеуі оған ол жерсіз, зең басқан, бос тұра берсін деп бір-ақ рет айтқан. Еңлік үнсіз бас шұлғып келісе салды. Ол жалпы күйеуінің айтқаннан шықпайтын момын әйел еді. Бұл істі жүргізген негізгі тергеуші Әсет Мақсатұлы Омаров болатын. Ол Қазақ КСР Министрлер кеңесі жанындағы Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің капитаны, арнайы бөлімнің жедел уәкілі еді. Жергілікті милицияның тісі батпайтын ауыр істердің маманы тұғын. Жасы 38-де. Алматыдағы қауіпсіздік комитетінің жоғары мектебін тәмамдаған. Ол Сталинградтан Берлинге дейін соғысқан нағыз қанды көйлек майдангердің отбасынан шыққан. Бойшаң, иыққа кең азамат еді. Жұдырығы ірі. Жастық шағында бокспен шұғылданып, институтта спорттық дәреже алған. Түрі кәдімгі қарапайым қазақ, маңдайы жазық келген. Күніне 2 қорап ащы темекіні бұрқыратып тартатын. Ішімдікке салынған қызметкерлерді іштей қатты жек көретін. Ал өз әйеліне деген көзқарасы ерекше. Ұсақ түйекке эмоция шығындамайтын. Өмірдің ауыртпалығын көп көрген байсалды адам еді. Ол Қызылжар қаласында Абай көшесіндегі 2 бөлмелі пәтерде тұрды. Жүйкесі темірдей мықты, қанат есінде жүргізушісі бар қызметтік қара көлікпен жүретін. Омаров бұл іске сол жылдың күзінде қосылды. Ол кезде жергілікті милиция Қарасай алқабындағы жұмбақ жоғалулардың себебін таба алмай бастары қатқан кез еді. Бұл тарихтың ашылуына себепкер болған тағы бір адам бар. Оның есімі Мұхтар Сәрсенов болатын. 32 жастағы аудандық аңшылық инспекторы, көршілес Ақбұлақ ауылының тумасы. Орта бойлы, арықша келген, бетін қыс бойы кетпейтін сепкіл басқан жігіт. Үстінен қалың күртесін тастамайтын, өғына мылтық асып жүретін. Әкесі орманшы болғандықтан, қалың қарағай мен тайғаны бала жасынан беске білетін. Мұхтар орманшы Рақымовты жаны сүймейтін. Неліктен екенін өзде түсіндіре алмайды. Бұл бір түсініксіз ішкі түйсікпен келген сақтық еді. Дәл осы Мұхтар сол жылдың тамыз айында қауіпсіздік комитетіне өзі келіп шағымданған. Біздің Қарасайда бір сұмдық болып жатыр. Адамдар кездейсоқ жоғалып жатқан жоқ. Кімнің қолынан өтіп жатқанын сеземін, бірақ дәлелім жоқ деп кесіп айтты. Кезекші бұл шағымды тіркеу журналына жазып алды. Көп замай арыз жоғары басшылықтың қолына тиді. Арада бір апта өткенде Қарағаш ауылына қара көлік келіп тоқтады. Көліктен капитан Омаров шықты. Ол ауылды сүзе шолып шықты. Бұл жерге әлі талай оралатынын іштей сезгендей еді. Темекісін тұтатып, алдынан шыққан ауыл баласынан орманшының иін сұрады. Балақай үнсіз ғана, қайыңдардың үстінен жұқа түтін шығып жатқан биік төбедегі үйді нұсқай салды. Омаров бас изеп, темекісін арыққа тастады да көлігіне қайта отырды. Дәл осы сәттен бастап, мұрағатта орманшы деген қатан атаумен сақталатын құпия іс басталған еді. Ол 14 бөлшек, 79-шы іс, 1-ші том, 1-ші парақ деп тіркелді. Сыртына аса құпия деген қызыл мөр басылған ерекше қаттама қағаз болатын. Кеңес заманындағы орманда бір адамның жылдар бойы көзге түспей, сұмдық қылмыс жасауын түсіну қиын.
Ол үшін сол кездегі орман шаруашылығының ішкі жүйесін білу керек. Әрбір орман алқабы бөлімшелерге, ал бөлімшелер шағын аймақтарға бөлінетін. Әр аймақ нақты бір орманшыға бекітіліп берілді. Орманшы кесілген ағаштардың, тазалық пен оқыс оқиғалардың арнайы есеп журналдарын жүргізіп отыратын. Айына бір рет орман технигі келіп, кесілген ағаштарды тексеріп қолын қояды. 90-на бір рет бас орманшы кешенді тексеріс жүргізеді. Болды. Басқа ешкім ол маңға ат ізін салмайды. Келесі тексеріске дейін орманшы өз аймағының жалғыз қожайыны болып қала береді. Ол өз жерінде не істесе де, оны қалың ағаштан басқа ешкім көрмейтін. Қарасай алқабында 16-90-дық жолақ бар еді. Жолақ дегеніміз орманды шақырымдық шаршыларға бөлу үшін шабылған тіке соқпақтар. Бұл жолақтармен өрт сөндірушілер, терімшілер мен аңшылық қоғамның ішшілері жүретін. Қиылыстарда 90 нөмірі жазылған адам белінен келетін аласа белгі бағаналар тұрады. Адамдар осы бағаналар арқылы орман ішінде бағыт табатын. 90 нөмірін білсең, үйге қайтар жолды да табасың. Ал білмесең, қалың орман сені 2 күнде жұтып қояды. Рақымовтың аймағында ешбір жолақ апармайтын түкпірлі жерлер де бар болатын. 60-шы жылдары өрт шалған. Қазір қалым таңқурай мен адам бойындай жас терек өскен бітеуін улар еді. Батпақты жерлердегі қандағаш тоғайларына қыста тіпті қабан да кірмейтін. 70-ші жылдардың басында оталған, қураған бұтақтар мен құлаған ағақташтарға толы алқаптарда жеткілікті. Бұл жерлер Қарасай алқабының 5-тен 1 бөлігін алып жатты. Шаруашылық картасында орман өспеген, құндылығы төмен аймақ деп скучный атаумен белгіленетін. Ол жаққа орманшыдан басқа жан баласы қадам баспайтын. Баратындай себеп те жоқ еді. Бұл өңірде саңырау құлақ терудің өзіндік жазылмаған заңдылығы бар. Тәжірибелі терімші ақ саңырау құлақтың қайда, түлкі жемнің қайда өсетінін жақсы біледі. Бір отбасыға жетерлік қор жинау үшін адам күніне 15 шақырымға дейін жаяу жүретін. Тәжірибесіз адам болса, 3 шақырымнан ұзамай-ақ адасып кетеді. Рақымов өз қыстағының айналасындағы 20 шақырым жердегі әрбір алаңқайды жатқа білді. Оның бұл білімі кейіннен сұмдық қылмыстардың басты қаруына айналды. Кеңес ауылында орман соқпақтарын әртүрлі мақсатта қолданатын. Орманшылардан бөлек, ол жерлермен терімшілер, бақташылар, аңшылар мен қаладан келген қонақтар да жүретін. Әсіресе тамыз бен қыркүйек айларында бөтен адамдардың қарасы күрт көбейіп кететін еді. Көкшетаудан, Қызылжар мен Бурабайдан тұтас отбасылар пойызға отырып, Саркөл бекетінен бірақ шығатын. Одан әрі көрші ауылға автобуспен жетіп, орманға жаяу кіретін. Жергілікті жұрт оларды қалалықтар деп атайтын. Қала адамы қалың орман ішінде көзі ашылмаған соқыр күшікпен тең. Ол теріскейдің қай жақта екенін білмейді. Адам жүретін соқпақ пен аңның ізін ажырата алмайды. Ағаш діміндегі мүкке қарап, жол табу оған жат. Қалалық адам орманға 2 себетін асып, шайын көтеріп көмілді кіреді. Бірақ арада 2 сағат өткенде адасқанын түсінеді. 4 сағаттан соң бойын үрей билейді. 6 сағаттан кейін қураған түбірге отыра қалып, шарасыздықтан жылайды. Бағы жанса, таң ата өздігінен жол тауып шығар. Ал сор қайнаса, үстіне қалың күрте киген, беліне балта қыстырған адамға жолығады. Ол адам жайбарақатқан адастың ба бауырым? Жүр, мен саған жол көрсетейін деп тіл қатады. 70-ші жылдардағы кеңестік кергеу ісінде жоғалған адамды іздеудің қатаң тәртібі болған. Алдымен туыстары аудандық милицияға арыз түсіреді. Кезекше баянат жазады. Егер адам 3 тәулік ішінде оралмаса, іс ауылдық сақшыға беріледі. Ол айналаны тінтіп, көршілерден жауап алады. Емханалар мен мәйітханаларды тексереді. Егер ешқандай дерек табылмаса, іздеу ісі қозғалып, облыстық қылмыстық іздестіру бөліміне хабарланады. Жоғалған жанға арнайы құжат ашылып, көршілес аудандарға бағыттама жіберіледі. Егер адам жарты жылдың ішінде табылмаса, оның ісі мұрағатқа кетеді. Осымен бәрі аяқталады. Ит қосқан үлкен іздестіру шаралары ұйымдастырылмайды. Газеттерде жар салынбайды. Қалың орманды сүзіп шығу үшін көп адам, уақыт пен қаражат керек еді. Аудандық милицияда ондай мүмкіндік ешқашан болған емес. Бір маусымда 1-2 терімшінің жоғалуы ол заманның өлшемімен қарапайым статистика ғана.
Ол дабыл қағатындай үлкен оқиға саналмады. Мұндай тергеу тәжірибесінде тұйық іс деген ұғым болды. Жедел уәкілдер ешқандай іліспесі, куәгері мен айғағы жоқ, айлап созылатын істерді солай атайтын. Тәжірибелі тергеушілер жастарға тұйық істі ашу мүмкін емес. Ол өз аяғымен келеді деп үйрететін. Яғни қылмыскер түбі бір жерден қателік жібереді. Сол кезде ғана іс алға жылжиды. Ал оған дейін тек күту, бақылау және ұсақ түйекті папкаға жинау ғана қалады. Сол жылдың жазына қарай милицияда Қарасай алқабы бойынша 4 тұйық іс жиналды. Батысқа қарай 25 шақырым жердегі көрші ауданда тағы 3 жатты. Ешкім бұл істердің басын қосып, өзара байланыстырған жоқ. Карталарды салыстырмады. Шағым аудандық бөлімшелер бір-бірінің істерінен бейхабар еді. Бағыттама алмасу өте нашар жұмыс істеді. Барлығы машинкамен терілген қағаз арқылы кеңседен шығып, бастықтың алдынан өтетін. Егер бастық ол қағазды маңызсыз деп тапса, құжат оның істерінде қала береді. Екі аудан мен екі облыстың орман шаруашылығы мен милицияның арасындағы осы бір елеусіз қараңғы саңылауды әлгі сұмдық адам өз пайдасына жаратты. Рақымов кеңестік жүйеден асқан ақылды немесе айлакер емес еді. Ол жай ғана биліктің көзі жетпейтін жерде отырды. Қалым орман кеңестік есеп-қисаптың нағыз өлі аймағы тұғын. Мұнда қабырғаның ар жағынан сыбырды еститін көрші жоқ. Құжат тексеретін сақшы немесе жатақхана күзетшісі де болмады. Бұл жерде тек қалым мүк, үрей соққан жел және беліне балта қыстырған, адасқандарға көмектесуге тиіс адам ғана бар еді. Орман кәсібінің де өз тілі, өз ұғымдары болды. Мылтық атып шулайтын кәдімгі аңшылыққа қарағанда, саңырау құлақ пен жидек теруді үнсіз аңшылық деп атады. Орман ішінде ұзақ әрі адаспай жүретін адамды ауылдағылар жүрдек дейтін. Ал батпақты жерлерден өту үшін ағаштан төселген, кейін шіріп шөп басқан ескі жолдарды төсеме деп атайтын. Қиғаш соқпақ деп көкжиекке қарай емес, орман тоқсанын қиялай өтетін ескі жолдарды айтты. Олар көбіне төңкеріске дейін шабылған, қазір ұмыт қалған жолдар еді. Ал аңшылардың аң тосып, бұтақтардан жасаған аласа жасырынбаға таса деп аталды. Қарасай алқабында бұл сөздердің мағынасын кез келген адам жақсы түсінетін. Бірақ Сәтжан Аянұлы Рақымовтың жеке сөздігінде бұл ұғымдардың мағынасы мүлдем басқаша еді. Бұл қарапайым орман сөздерінің оның ұғымында өзіндік дәл әрі қорқынышты астары болды. Кейін капитан Омаров бұл сөздердің жұмбағын айлап шешуге мәжбүр болды. Омаровтың Рақымовқа қалай ізіне түскенін, ал орманшының одан қалай жалтарғанын түсіну үшін кері шегінуіміз керек. Уақытты 3 жыл артқа, 1976 жылдың күзіне шегереміз. Дәл сол кезде Қарасай алқабында алға қашқан адам жұмбақ түрде жоғалған еді. Оның есімі Ильяс Пернебайұлы Жұмабаев болатын. Жасы 62-де, Қызылжардағы зауыттың ағаш ұстасы еді. Демалыс күндері саңырау құлақ теру үшін Ақбұлақ ауылындағы бажасына қонаққа келген. Сенбінің таңында қолына тоқылған үлкен себетімен жидек теретін ыдысын ұстап, түске дейін оралам деп үйден шығады. Үстінде ескі жемпірі мен қалым күртесі, аяғында 43-ші өлшемді кірза етігі бар. Басына сұр түсті 8 сайлы кепка киген еді. Қалтасында ағаш сапта жиналмалы бәкісі, сіріңкесі мен қара темекісі болды. Оған қоса, Қызылжарға қайтар жолға деп, ұсақ қағаз ақшамен түйілген 45 сомы бар еді. Жұмабаев бала жасынан орманды кезген тәжірибелі адам тұғын. Ұлы Отан соғысында инженер-минашы болған. Қалың Қарағай оған туған үйінде еді. Қызылжардағы немересі: «Ата, маған көп саңырау құлақ әкел», деп қалған. Сенбі сайын ата мен немере жаңа қуырдақтың алдында қарама-қарсы отыратын. Бірақ ол түсте де, кешке де үйге оралмады. Жексенбінің таңында бүкіл ауыл аяғынан тік тұрды. Ильястың бажасы, совхоз бригадирі Керім барлық еркектерді жинап алды. Олар таныс соқпақтармен іздеуге шықты. Түстен кейін сағат 2-де себетті тапты. Себет ауылдан 6 шақырым жерде. Нүк басқан қырқаның шетіндегі ағаш түбірінің үстінде теп-тегіс қойылған екен. Себеттің ішінде 20 шақты іріктелген ақ саңырау құлақ жатты.
Қалпақтары қоңырғай, сабақтары аппақ, бірде-біріне құрт түспеген. Қасындағы ыдысы бос, ал нүктің үстінде кепкасы жатыр. Бірақ Ильястың өзі жоқ еді. Оны тағы 2 тәулік бойы іздеді. 8 шақырым айналадағы барлық жолдарды сүзіп шықты. Орманда қосыла айғайлап, түтінін көрсін деп жолақтарда от жақты. Бәрібір жым-жырт тыныштық сақталды. 3-ші күні аудан орталығынан лейтенант Батыров келді. Толықша келген, фуражкасын қисайта киген, қолтығына папка қыстырған сақшы еді. Ол жауаптарды қағазға түртіп, табылған заттардың орнын қарап шықты. Шал адасып кеткен болар. Қысқа қарай табамыз деп кесе айтты да жүріп кетті. Бірақ қыста да, келесі жазда да таба алмады. Жұмабаев іссіз жоғалып кетті. Оның іздеу құжаты 1978 жылдың ақпанында аудандық милицияның мұрағатына жіберілді. Осымен іс жабылды деп ойлады жұрт. Кейін бригадир бажасы Рахымовтың қыстағына арнайы барған еді. Ол орманшының көзіне тіке қарап, қатаң үнмен сұрады. «Сәтжан, сол күні сен сол маңайда болдың ба?» деді ол. Рахымов балғасын қайрап жатқан қолынан көзін алмай, ақырын ғана жауап қатты. «Болдым, Керім. Оны көрдім де. Ол менен Құрғақ көлге қалай баруға болатынын сұрады. Мен жөн сілтеп жібердім. Одан басқа ештеңе білмеймін» деді. Бригадир оның сөзіне сенді. Үндемеске жұрттың бәрі сенетін. Үндемес ешқашан өтірік айтпайды. Ол жалпы ешқашан артық сөз сөйлемейтін адам еді. Арада 11 ай өткенде 1977 жылдың тамызында сол алқапта тағы бір әйел жоғалып кетті. Оның есімі Тоғжан Сәкен қызы Құсайынова еді. Жасы 41-де, Қызылжар қаласының есепшісі болатын. Кезекті демалысында Сұңқария ауылындағы анасына қыдырып келген еді. Күйеуі мен 2 баласын үйде қалдырып, жидек теруге жалғыз өзі шығады. Орман шетіне велосипедпен жетіп, оны жол жиегіндегі жас қайынға сүйеп кеткен. Арада 1 тәулік өткенде көлік сол орнында тұрды. Бірақ жидек салатын себеті де, Тоғжанның өзі де ғайып болды. Ауыл еркектері қайтадан іздеуге шықты. Нәтижесіз. Бұл жолы аудан ішінде сыбыс көбейді. Жұрт дүкенде кездескенде Құсайынова табылды ма деп бір-бірінен сұрайтын болды. Рақымов сол дүкенде нан кезегінде тұрып, бұл әңгіменің бәрін естіді. Үндемеді. Тек торына 2 бөлте қара нанды салып жатып, сатушыға ақырын ғана тіл қатты. Қалың орман әзілді көтермейді. Оны сыйламаған адам ішінде қалады, деді ол. 79 жылдың күзінде Қарағашқа келген Омаров істі нағыз тәжірибелі мамандарша бастады. Ол тергеуден немесе тінтуден емес, картаны зерттеуден кіріскен еді. Келгеннің 2-ші күні аудандық орман шаруашылығынан Қарасай алқабының егжей-тегжейлі картасын алдыртты. Бұл орман 90-дарына бөліргінген 100 мыңдық масштабтағы үлкен сызба болатын. Ол картаны ауылдық кеңес ғимаратындағы өзіне берілген бөлмеде жайып салды. Бөлме тар, ішінде ескі былғары диван бар. Қабырғада Брежневтің сарғайған портреті ілулі тұр. Омаров картаның жанына 7 құжатты қаз-қатар қойды. 7 адамның іздеу қағаздары. Ең үстінде Жұмабаевтың ісі. Оның астында Құсайынованың қағазы. Одан кейін қалған 5-і жатты. 2 еркек және 3 әйел. Барлығы 78 жылдың жазынан 79 жылдың күзіне дейін жоғалғандар еді. Тергеуші жоғалғандардың соңғы іздері табылған нүктелерге қызыл түйреуіштер қадап шықты. Себет табылған жер, велосипед қалған тұс, бас киім мен сіріңке қорабы түскен орындар. Кез келген ұсақ түйек ескерілді. 7 қызыл белгі. Карта бетінде біркелкі емес, бірақ түсінікті бейне құрады. Олар солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай доға тәрізді бір ғана жерді қоршап тұрған еді. Ал бұл доғаның қақ ортасында, тура нысананың ортасындай болып, жалғыз қыстақ тұрды. Қара ағаштан 1,5 шақырым жердегі мекен. Орманшы Сәтжан Аянұлы Рахымовтың үйі еді. Омаров картаға ұзақ үмілді. Содан соң кителінің қалтасынан қара темекісін алды. Біреуін суырып шығып тұтатпастан, саусақтармен ұзақ уғалады. Бос бөлмеге қарап, ақырын ғана пәлі «Міне қайдасың» деп күбірледі. Тек содан кейін ғана темекісін тұтатты. Дәл сол кеште Рақымов өз үйінде кешкі асын ішіп отырды.
Келіншегі еңлік дастарқанға қуырдақ қосқан картоп, қара нан, туралған сүрет пен аршылған пияз қойды. Жанына кептірілген жеміс сусыны құйылған стақанды қоса қойды. Сәтжан тамақты асықпай, өте ұқыпты, үнсіз жеп отырды. Қабырғадағы ескі сағаттың тілі бір қалыпты соғып тұр. Терезе сыртында күздің ұсақ жаңбыры басталды. Бұл кемі бір тәулікке созылатын сіркіреген жауын еді. Әйелі еңлік ақырын ғана тіл қатты. Сәтжан, ауылдық кеңеске Қызылжардан бір бейтаныс адам келіпті дейді. Үстінде пиджағы бар екен. Орман туралы сұрастырып жатқан көрінеді, деді ол. Рахымов басын көтерген жоқ. Аузындағы асын шайнап, артынан сусынмен жұтып жіберді. Сосын дауысын көтерместен жауап қатты. Сұрай берсін, орман үлкен ғой, деді. Еңлік одан әрі ештеңе айтқан жоқ. Ол жалпы ешқашан қазбалап сұрамайтын әйел еді. 22 жыл бірге отасқанда, оның түйген бір ғана қарапайым қағидасы бар тұғын. Сәтжанның түрі осындай болып тұрғанда үндемеген абзал еді. Капитан Омаров орманшыға бірден бара қойған жоқ. Тәжірибелі із кесуші бірден бас салып барсан, қорқытып алатынын іштей сезетін. Ал егер аң ақылды болса, оны үркітіп алсаң, қайтып ізіне түсе алмайсың. Тергеуші жұмысты алыстан бастады. Ауылдық кеңес төрағасымен, дәрігермен, хат тасушымен және дүкеншімен сөйлесіп шықты. Хаттама үшін ғана жай барағат сұрақтар қойды. Кім сырттан келді, кім жергілікті, кім ішкілікке жақын, кім бұзақы, кімнің мылтығы тіркеуде бар дегендей сауалдар тастады. Рахымов туралы тек бір ғана сұрақ қойды. Орманшыларыңыз қалай, ісіне мығым ба деп сұрады. Сонда төртеуі де сөз байласқандай бірдей жауап берді. Ол үндемес қой, жақсы адам. Ішпейді, төбелеспейді. Онымен ешқашан мәселе туындаған емес, десті. Олар бұл сөзді 2 рет қайталады. Омаров бұл сөздерді қойын дәптеріне әдемі жазумен түртіп, астын 2 рет сызып қойды. Іздестіру саласындағы 20 жылдық тәжірибе оған көп нәрсені үйреткен еді. 4 адам 5-ші біреуді дәл осылай біркелкі, кегіс әрі ыңғайлы сөздермен сипаттаса, бұл жақсылықтың нышаны емес. Демек, ол адам өзін ауылға дәл осылай көрсетіп қойған, басқаша сөз айтылмайды. Мұндай адамды не ешкім жақын танымайды, немесе одан бәрі қорқады. 3-ші нұсқа болуы мүмкін емес еді. Омаровпен қатар бұл іске аңшылық инспекторы Мұхтар Сәрсенов те араласып жүрді. Капитанды бұл жаққа ертіп әкелгенде дәл осы жігіт еді. Мұхтар 78-ші жылдың көктемнен бері Рахымовпен жеке есебін бар деп есептейтін. Сол кезде ол орманшының алыс аймақтағы өзіне салып алған құпия үйшіктерінің біріне кездейсоқ тап болған. Терезенің саңлауынан ішке үмілген еді. Сонда не көргенін 79-ші жылы тіпті Омаровқа да бірден түсіндіріп бере алмады. Кек мынаны ғана айтты. Сәкінің үстінде кенеп жабу жатты. Сол жабудың астынан бір етік көрініп тұрды. Әйел адамның етік екен. Гүлді өрнегі бар ақ резеңке етік. Сәтжанның әйелі ондайды ешқашан киген емес, деді ол. Сол кезде Мұхтар терезеден шалқая кетіп, үйшіктен 3 шақырымдай жерге дейін тұра қашқан еді. Сосын ағаш түбіріне отыра қалып, қорыққаннан дірілдеп кетті. Бірақ ауыл сақшысына бармады. Кімге сенеді? Омырауында ордені жарқыраған абыройлы орманшыға ма, әлде кезекшілік парағына уақытылы қол қоя алмайтын жас әрі бойдақ инспекторға ма? Қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арасында қыспаққа алу деген ұғым бар. Бұл күдіктіге 2 жақтан бірдей қысым жасау дегенді білдіреді. Адам жүйкесі сыр беріп, қателік жіберу үшін жасалатын айла. Омаров дәл осы қыспақты бастап кетті. Бір жағынан өзі ауылға келген пиджак киген бейтаныс адам сыпайы сұрақтар қойып жүрді. Екінші жағынан Мұхтар бар, жергілікті, бәріне таныс аңшы жігіт. Енді ол орман құстарын санаймын деген сылтаумен қалың қарағайды жиі аралап, Рахымовтың аймағын тексере бастады. Бұл айла күдікті 2 адамның қайсысы қауіптірек екенін түсінбей, екеуін де аңдып, сақтығын жоғалтқан кезде ғана жұмыс істейді. Рахымов аңдуға көшті. Омаров оны 4-ші күні-ақ байқаған еді. Капитан таңертең ауылдық кеңес ғимаратынан шылым шеуге шыққан сайын, қарсы беттегі дүкен жанынан велосипед сүйреген бір адамды көретін. Ол Рахымов емес, үстіне әбден тозған күпәйке киген, сақалы дудыраған бейтаныс біреу еді.
Ол арзан темекісін бұрқыратып, капитанды жанармен ұзатып салып, сосын ауыл ішіне сіңіп кететін. Омаров мұны іштей түртіп алды. Үндеместің ауыл ішінде өз тымшылары бар екен. Демек, ол бөтен адамның бұл маңға бір күнге ғана келмегенін жақсы біледі. Және ол, қазірдің өзінде іштей сұмдық жоспар құрып жатыр деген сөз. Дәл осы кезде Рахымов өз жертөлесінде әлгі екінші есіктің артындағы құпия бөлмеде бір заттарды ақтарып жатты. Оның нақты немен айналысқаны тек кейіннен белгілі болады. Шындық ашылғанда тергеушілер көрген сұмдықтарын ұмыту үшін түнделетіп мұздай су ішетін халге жетеді. Капитан Омаров сол уақытта әлгі 7 қызыл түйреуіші бар картаны Қызылжардағы басқарманың техникалық бөліміне алып кетті. Онда картаны суретке түсіріп, үлкейтіп, орман жолақтарының, бағаналар мен барлық соқпақтардың сызбасымен беттестіріп шықты. Екінші аптаның соңына қарай Омаровтың бөлмесіндегі қабырғада жай карта емес, тұтас бір бас қатырғыш ілулі тұрды. Онда көк қарындашпен жоғалған 7 адамның жүріп өтуі мүмкін деген бағыттары сызылған еді. Бірақ бұл сызықтар бір-бірімен қиылыспады. Дәлірек айтсақ, кек белгілі бір тұста ғана тоғысатын. Барлық жылдар жергілікті жұрт Қарасай өртеніші деп атайтын аумақта тиісетін. Бұл 1963 жылы отқа оранған ескі алқап еді. Жас терек өскен ойпат жер шаруашылық картасында ормансыз, құндылығы төмен аймақ деп белгіленген. Қарағаш, Ақбұлақ немесе Сұңқария ауылдарынан бұл өртеніште жету үшін міндетті түрде Рахымовтың орман ішіндегі үйшігінің жанынан өту керек еді. Шатыры екі жаққа көлбеген, мұржасы бар бұл үйшік қыстақтан солтүстік шығысқа қарай 7 шақырым жерде орналасқан. Ол ескі 2 соқпақтың қиылысында тұрды. Қарасай алқабына алғаш келген терімші демалу үшін және жол сұрау үшін дәл осы жерге міндетті түрде тоқтайтын. Омаров картадағы осы нүктеге ұзақ қарап, терең ойға батты. Содан соң үстелінің тартпасынан таза қағаз алып, төбесіне 14 бөлшек 79-шы іс бойынша жедел іздестіру шараларының жоспары деп әдемі жазумен теріп жаза бастады. Рахымов бұл кеште үйінен сыртқа аттап басқан жоқ. Ас үйдегі терезенің алдында қолына дүрбі ұстап отырды. Бұл соғыс кезінен қалған 6 дүркін үлкейтетін ескі әскери дүрбе еді. Оның дүрбісі ауылдық кеңес төрағасының үйі мен мекеме ғимаратының кіреберісін анық көрсетіп тұрды. Рахымов капитан Омаровтың ғимараттан шығып, темекісін тұтатқанын бақылап отырды. Оның таянышқа сүйеніп, оңтүстікке бет алған тырналар тізбегіне қарап тұрғанын да көрді. Ол ұзақ қарады. Сосын артына бұрылмастан, әйелі еңлікке қарап, мұншаны жақ, кешкі астан соң жуынам деді. Еңлік үнсіз ғана құшақ отынды алып, мұншаға қарай беккеді. Бұл алдын ала келісілген белгі еді. 22 жыл ішінде ерлі зайыптылар осындай бірнеше жасырын ишараттарды қалыптастырған болатын. Егер Сәтжан жұмыс күннің кешінде мұнша сұраса, әйелі ауылдағы анасының үйіне барып түнеуі керек. Ол бұл түні күйеуінің қыстақта жалғыз қалатынын, сондықтан үйден кеткені дұрыс болатынын жақсы түсінді. Не үшін екенін ешқашан сұраған емес. Оның Сәтжаны алтын адам еді, ал алтын адамға артық сұрақ қойылмайтын. Бұл түні Рахымовтың қыстағындағы жертөленің жарығы таңғы сағат 3-ке дейін өшпеді. Орманшының түн жарымына дейін ұрада не істегенін сол сәтте тек өзі мен алда байлаулы жатқан Қарабас қана білетін. Қара төбет оқтын-оқтым қараңғы орманға қарап, ырылдап қоятын. Ит ормандағы адам естімейтін бір сұмдықты сезіп тұрған еді. Сол күздің қазан айының соңында Омаров Алматыдағы бас басқармадан Қарасай өртенішінде іздестіру жұмыстарын жүргізуге рұқсат алды. Бұл бұйрық Қызылжар арқылы обкомның бірінші хатшысынан, облыстық прокуратура мен орман шаруашылығынан өтіп келді. Оны мақұлдауға тұтас 2 апта уақыт кетті. Барлық құжаттарда бұл шара өрт қауіпсіздігін тексеру жұмысы ретінде көрсетілді. Ресми түрде өртеніш аумағында бықсыған шымтезек табылған делініп, милиция мектебінің курсанттары тексеруге шығуы тиіс болды. Мөр басылып қол қойылған бұл құжат Омаровтың кикелінің ішкі қалтасында жатты. Ал шараның нақты мақсатын тек 3 адам білетін. Омаровтың өзі, Қызылжар басқармасының арнайы бөлімінің бастығы полковник Мақсатұлы және аңшылық инспекторы Мұхтар Сәрсенов қана.
Басқа ешкім, тіпті жүргізуші Қанат та бейхабар еді. Омаров Рахымовқа қатысты арнайы іс ашты. Ол 14 бөлшек 79 нөмірімен тіркеліп, орманшы деген құпиятпен жүргізілді. Бірақ қарапайым бақылау әдістерінің бұл жерде ешқандай пайдасы тимеді. Орманшы хатты сирек алатын. Жылына бір рет Қарағандыдағы немере қарындасынан құттықтау келетін. 90 сайын орман шаруашылығынан нұсқаулықтар түсетін. Қыстағында телефон болмады. Сондықтан тергеудің жалғыз құралы сырттай аңду ғана болып қалды. Қызылжардан келген азаматтық киімдегі екі жедел уәкіл ауылдың шетінде тұратын жалғызбасты зейнеткер Ғалия апаның үйіне орналасты. Олар өздерін тұтынушылар одағынан жидек терімін тексеруге келген мамандармыз деп таныстырған еді. Бұл екеуі орманшыны таңнан қара кешке дейін кезектесіп аңдыды. Үндемес өзін күнделікті қалыпты жағдайда ұстады. Таңертең жақын маңдағы ормандарды аралап, түсте үйіне қайтады. Түстен кейін велосипедпен орман ішіндегі үйшікке барып, сол жерде 1,5 сағаттай отырып кері қайтатын. Кейде жол жөнекей көрші ауылдан шыққан терімшілерді тоқтатып, себеттерін тексеретін, өте қысқа әрі құрғақ тілдесетін. Жедел уәкілдер оның бойынан ешқандай оғаш қылық байқамады. Үндемес өзінің үйреншікті мінезінен жаңылған жоқ. Тек бір ғана оқиға күдік тудырды. 7 қараша жұма күні Ұлы Қазан социалистік төңкерісі мерекесінде орманшы әдеттегідей 1,5 сағат емес, үйшікте тұтас 4 сағатқа бөгелді. Оның онда не істегенін уәкілдер көре алмады. Өйткені нұсқаулық бойынша оған 200 метрден жақын баруға қатаң тыйым салынған еді. Егер жақын барса, ол міндетті түрде байқап қалып, үркіп кететін тұғын. Сол күні үйшіктен қайтқан Рақымов велосипедіне бір қапшық байлап алған еді. Сұр түсті кенеп қапшық жіппен мықтап байланған, көлемі кәдімгі шелектей болатын. Жол бойында орманшы өз аймағының ең шетіндегі Қос өзеннің арасындағы батпаққа келіп тоқтады. Велосипедінен түсіп, қолындағы қапшығын көтеріп, жағалаудағы қалың бұтаның арасына сіңіп кетті. 7 минуттан соң қолындағы қапшықсыз кері қайтты. Велосипедіне отырып, үйіне қарай тартты. Бұл оқиға туралы Омаровқа баяндағанда, ол кабинетінде ұзақ темекі тартты. Содан соң көмекшісіне қарап, «Міне, бұл басқа әңгіме. Әкелші картаны, Қос өзеннің арасын көрсетші» деді. Ал Мұхтар Сәрсенов бұл уақытта түйінді басқа жағынан шешпек болды. Аңшылық инспектор ретінде оның кез келген орман үйшігіне кіріп, құжаттарды тексеруге толық құқығы бар еді. Рақымовтың аудан орталығына орманшылар жиналысына кеткенін күткен ол, үйшікке кіріп, ішінде тұтас 40 минут болды. Ол заттарды іздеген жоқ. Тәжірибелі адам бұндай жерде айғақ қалдырмайтынын жақсы біледі. Инспектор тек жергілікті адам ғана байқайтын иістерді, едендегі іздер мен тақтайдың жаңалығын іздеді. Және ол іздеген тапты. Үйшіктің түкпіріндегі сәкінің астындағы еден тақтайлары осыдан 1 жыл шамасында ғана қайта қағылған екен. Шеткі тақтайлардың түсі басқаларынан сәл өзгешелеу көрінді. Ондағы шегелердің басы да тот баспаған. Су жаңа, сұрғылт түстеді. Мұхтар оларға қол тигізбеді. Тек жадына сақтап қалды. Сол күні кешке ол ауылдық кеңестегі жабық есік артында бұл туралы Омаровқа сыбырлап айтып берді. Тергеуші оны бөлместен мұқият тыңдап шықты. Сосын ақырын ғана тіл қатты. «Сабыр ет, Мұхтар, асықпа. Егер ол бұл тақтайларды 1 жыл бұрын ауыстырса, демек оның астындағы дүние 1 жылдан бері сол жерде жатыр. Оның тағы 1 апта жатқаннан ештеңе өзгермейді. Ал егер біз қазір еш негізсіз куәгерлермен сол жерге баса көктеп кірсек, үндемес боғып қалады. Сонда біз оны ешқашан құрықтай алмаймыз», деді. Мұхтар үнсіз бас изеді. Ол капитанның айтқанынан шықпайтын. Омаровтың байсалды дауысы кез келген адамды еріксіз иландыратын құдіретке ие еді. Рақымов осы аптада түн ұйқысынан айырылды. Келіншегі еңлік күйеуінің түн ортасында тұрып, ауыз үйдегі шелектен ожаумен су ішетінін, сосын терезе алдында аулаға қарап ұзақ тұратынын байқады. Бірде еңлік түн ішінде оянып кетіп, орнында күйеуінің жоқ екенін көрді. Ақырын ғана ауыз үйге шығып, сыртқа көз салды. Қарабас күркесінде үрмей жатты. Демек жанында өз адамы бар. Сәтжан Отындықтың жанында үстіне ұзын жейде,
аяғына жаланаяқ резеңке кебіс киген күйі қалың орманға қарап тұрды. Қараңғылыққа телміріп үнсіз қатқан еді. Еңлік төсебіне қайта оралып, көрпесін иегіне дейін тартып жатты. Бірақ сол түні оның көзіне қайтып ұйқы келмеді. 10 қарашаның таңында капитан Омаров инспектор Сәрсеновті шақырып алып, қысқа ғана бұйрық берді. Мұхтар, дайындал. Ертең өртенішке барамыз. Жалғыз емес, үлкен топпен шығамыз. Және саңырау құлақ теруге емес деп кесіп айтты. Дәл сол күні таңертең Рақымов велосипедіне мініп, аймағын аралауға шықты. Оның жоспары бойынша солтүстік шығыс бөлігін, яғни дәл сол өртеніш жатқан аумақты тексеру керек болатын. Орманшы ойдым-ойдым, қара жолмен велосипедінің педалін сықырлата басып, оқтын-оқтын артына қарайлап қойды. Жай ғана әдеті. Ал оның артында 120 метрдей қашықтықтағы бұрылыста, қалың шырша арасындағы шұңқырда дүрбі ұстаған жедел уәкіл жасырынып жатқан еді. Оның үстінде орман түсті жамылғы бар тұғын. Уәкіл бәрін көріп жатты. Ал Рақымов ештеңені байқаған жоқ. Сол күні капитан Омаров та, басқалар да осылай ойлады. Барлығы да солай сенді. Тек үндеместің өзі ғана шындықты білетін еді. 32 адамнан құралған іздестіру тобы 79 жылдың 11 қарашасында таң сәрімен Қарасай өртенішіне бет алды. Топ құрамында Алматыдағы милиция мектебінің 2 курс студенттері, 2 неміс овчаркасын жетектеген тәжірибелі кинологтар, Қызылжардан келген 2 криминалист маман, аудандық аурухананың дәрігері болды. Ал Мұхтар жолбасшы ретінде алдыңғы шепте жүрді. Омаров ең алда келе жатты. Үстінде қалың кенеп күрте, аяғындағы кірза етігіне мақта шалбарын соғындырып алған. Беліндегі қабында табелдік Макаров тапаншасы, ал иығында орман шаруашылығынан берілген 12 калибрлі қос ауыз мылтығы ілулі тұрды. Мылтық жай ғана бүркеме еді. Ресми түрде топ өрт қауіпсіздігін тексеруге шыққан болатын. 79 жылдың күзінде бұл өртеніш адамзат тіршілігінен жырақ қалған өлі аймақтай көрінетін. Ұзындығы 2 шақырымдай, ені 800 метрге жететін сопақша келген үлкен ойпат еді. Үстін адам бойындай жас теректер басқан, ал астында қарағайдың күйген түбірлерін аралап өскен белуардан келетін қалым шөп жайқалып тұрды. Жас теректердің астындағы қалың мүк аяқ басқан сайын жұмсақ губкадай ішкевір кететін. Өртеніштегі ауа тым ылғалды, ауыр әрі қозғалыссыз еді. Бірде-бір құстың үні естілмейді. Тіпті басқа жерде дамыл таппайтын сауысқанның өзі бұл маңда үнін өшірген. Иттер бірден бағыт алды. Овчаркалар адам сезбейтін иісті қуып, кинологтарды алға сүйрей берді. 40 минут өткенде иттердің бірі өртеніш шетіндегі аласа кәрі еменнің түбіне барып тоқтады. Сол жерге отыра қалып үлей бастады. Бұл қатты дауыс емес, адам баласы көрмеуі тиіс сұмдықты сезген иттің үрейлі, бәсең ұлуы еді. Кинолог бірден қолын көтерді. Топ кілт тоқтады. Омаров еменнің жанына келді. Бас киімін шешіп, айналасына көз салды. Еменнің түбіндегі топырақ кәдімгі бұдырлардан сәл биіктеу, диаметрі 40 сантиметрдей жер төмпешік болып тұрды. Үстін құраған жапырақтар жауып қалған. Капитан үнсіз ғана криминалистке қолын бұлғады. Маман күрегін алып жетіп келді. Жарты сағаттық жұмыстан соң топырақ астынан қорқынышты көрініс шықты. Криминалист оны хаттамада топырақта ұзақ жатқан адам сүйектер деп құрғақ сөзбен ғана белгіледі. Бас сүйек, қабырғаның бір бөлігі, жамбас сүйектері. Жанында сұр түсті кепканың жыртылған қиындысы жатты. Ағаш сапты, әбден тот басқан жиналмалы бәкі. Көкпен көмкерілген кішкене эмаль кружка және 43 өлшемді кірза етік. Омаров сол етікті қолын алды. Бауынан ұстаған күйі оған ұзақ қарап тұрды. Сосын хаттамаға жаз дегендей ақырын ғана тіл қатты. Жұмабаев Ильяс Пернебайұлы, 1976 жыл, деді. Арада 2 сағат өткенде сол өртеніштен екінші шұңқыр табылды. Ол біріншісінен 300 метрдей жерде, діні екіге айырылған жас теректің түбінде еді. 4 сағаттан соң
Ұшар басы құраған кәрі қайынның астынан үшіншісі шықты. Курсанттар үнсіз қалды. Олардың арасындағы Семейден келген 19 жастағы бозбала теректің артына барып, жүрегі айнып құсып жіберді. Мұндай сұмдықты бірінші рет көрген жас жігіт үшін бұл қалыпты жағдай еді. Оған дәрі қобдишасынан мүсәтір спиртін иіскетті. Сосын үнсіз ғана құтыдан салқын су беріп, өзіне келуіне көмектесті. Капитан Омаров болса, сабырын жоғалтқан жоқ. Ол криминалистке табылған орындардың координаттарын орман бағаналарына негіздей отырып, байсалды дауыспен жаздырып тұрды. 11 қарашаның кешіне қарай Қарасай өртенішінде 4 бірдей құпия қабір табылды. Барлығының да ажалы өз ажалынан болмағаны анық еді. Барлығы да осыдан 2-3 жыл бұрын жерленген сүйектер болатын. Капитан Омаров картаға қарап, өртеніште тағыда мүрделер бар екенін іштей түсінді. Бірақ 6 сағаттық жұмыстың аты 6 сағаттық жұмыс. Өртеніштің ұзындығы 2 шақырымға созылып жатқан еді. Оны түгелдей сүзіп шығу үшін кем дегенде 1 апта уақыт керек. Дәл осы күні Рахымов орман аралауға шыққан жоқ. Таңғы ас үстінде әйелі еңлік оған тіл қатты. «Сәтжан, даусың қарлығып шығып тұр ғой. Сырқаттанып қалғаннан саумысың?» деді. Рахымов оған жоқ деп қысқа қайырды. «Жай ғана ұйқым қанбады» деді. Осымен ол тұтас күн бойы бас қатыс жармады. Аулаға шығып кетті. Отындықтағы дөңбекке отырып алып, өз қолдарына ұзақ қараумен болды. Бұл қарапайым, салалы, саусақтары қысқа, тырнақ астына қарағайдың шайыры мен қара топырақ кірген жұмысшы қолдар еді. Қарабас күркесінде өрген жоқ. Төбет бұл күні тұмсығын табанына жасырып тып-тыныш жатты. Ол ауадағы адам баласы әлі естімеген қауіптің сыңғырын сезіп қойғандай еді. Кешке қарай ауыл ішіне алып-пашпа сөз тарады. Бұл сыбыс аудан орталығынан жеткен болатын. Өртеніштен мүрделер табылыпты десті. Бұл сөз таудан құлаған қардай кез ұлғайды. Кешкі ас кезінде 15 адам табылыпты десе, түнге қарай 25 адамға жеткізді. Шын мәнінде тек 4-еу ғана еді. Бірақ бұдан бұлай, оның ешқандай маңызы жоқтығын. Өйткені Қарағаш ауылындағы дүкенде нам кезегінде тұрған әйелдер бір ғана сөзді сыбырласып тұрды. «Сонда қалай болғаны? Біздің үндемес пе? Болуы мүмкін емес» десті олар. Дәл осы тұста бұл оқиғаның алғашқы жалған нүктесі қойылды. 12 қарашаның таңында капитан Омаров ауылдық кеңеске келді. Үстелге отырып хаттамаларды жайып салғанда, оның үшін бір қорқыныш жайлады. Дәлелдердің бірде-бірі Рахымовты тікелей көрсетіп тұрған жоқ еді. Мүрделер өртеніштен табылды, бірақ бұл алқап тек үндеместің ғана аймағы емес тұғын. Ол жерге 2 көрші ауылдың аңшылары да баралады. 12 шақырым жердегі полигонның әскерлері де кіруі мүмкін. Тіпті терімшілердің өздері де Ақбұлақ жағынан келе алатын еді. Омаровтың қолында прокурорға сынатындай нақты дәлел болмады. Оның тек ішкі түйсігі, қызыл тиреуіштер қадалған картасы ғана бар. Күдіктінің оғаш қылықтары мен Мұхтардың үйшік туралы сөздері бар. Бірақ мұның бәрі жай ғана жедел мәліметтер еді. Бұл сотта үкім шығаруға өте аздық ететін. Прокурор рұқсат берсе, куәгерлермен тінту жүргізуге жеткілікті болар еді. Бірақ прокурор өте сақ адам болатын. Күдіктінің төсінде ордені жарқыраған, абыройлы орманшы екенін білсе, рұқсат бермей қоюы әбден мүмкін. Ондай жағдайда үндемес құрыққа түспей кетеді. Осы сәтте Омаров іс басталғалы бері алғаш рет аңшылық құмарлығын емес, ауыр да тұнжыраған шаршаңқылықты сезінді. Ол бөлмеде жалғыз отырды. Темекісін бұрқыратып терең ойға батты. Оның ойша құрған жоспары іске аспай қалу мүмкін екенін түсінді. Өртеніштегі 4 қабірден кісі өлімі туралы қорытынды жасауға болады, бірақ оны кім жасағанын дәлелдеу мүмкін емес еді. Үндемес ақымақ болмаса, дәл қазір өз қыстағында ешқайда шықпай, тып-тыныш отырғаны анық. Ештеңені сыртқа тасымайды, ешқайда кетпейді, жай ғана күтіп отырады. Ол қаншалықты ұзақ күтсе, Омаровтың оны қылмыс үстінде ұстап алу мүмкіндігі де соншалықты азая беретін еді. Тығырықтан Мұхтар алып шықты. Ол 12 қарашаның түсінде ауылдық кеңеске келді. Капитанның қарсы алдына отырып, «Әсет Мақсатұлы, менің аңшылық қағаздарында бұрын өзім түсінбей жүрген бір дүние бар еді. Қазір соның мәнін ұққан сияқтымын» деді.
Инспектор сөмкесінен тияқты аңдарды аулауды тіркейтін әбден тозған журналды алып шықты. Бұл әрбір аңшы бойынша есеп жүргізілетін құжат еді. Журнал ішінде оқ-дәрі шығыны деген арнайы бөлім бар болатын. Онда 1976 жылдан 79 жылға дейін Рахымовтың атына 92 оқ жазылған екен. Бұл шағын калибрлі тоз 8 мылтығының оқтар еді. Мылтық оған қаңғыбас иттер мен ауру аңдарды ату үшін қызметтік қару ретінде тіркелген болатын. 3 жыл ішінде 92 оқ жұмсау өте көп көрсеткіш еді. Бұл қатардағы орманшының қалыпты мөлшерінен 3 есеге көп. Рахымов журналдағы есепке қасқыр атылды, қабан жойылды, қаңғыбас ит атылды деген қалыпты жазбалар қалдырып отырған. Бірақ бір шикілік бар еді. Аудандық аңшылық инспекциясының мәліметі бойынша, дәл осы уақыт аралығында тұтас аудан көлемінде тек 9 ғана санитарлық ату жағдайы тіркелген. Рахымовтың 92 оғы мен ресми расталған 9 оқиға. Демек, 83 оқ басқа бір мақсатта жұмсалған. Ал қандай мақсатта екені әзірге жұмбақ еді. Омаров Мұхтарға қарап, езу тартып жымиды. Бұл капитанның соңғы 2 аптадағы алғашқы күлкісі еді. Мұхтар, міне бұл нағыз негіз боларлық дәлел деді ол. Бұл құжат. Осы қағазбен мен прокурордың алдына бара аламын. Прокурор тінтуге рұқсат берді. 13 қарашаның қараңғы кешінде Омаровтың бөлмесіне Сәтжан Аянұлы Рахымовтың тұрғылықты жерінде тінту жүргізу туралы қаулы әкелінді. Тінту жұмысы 14 қарашаның таңына белгіленген еді. Омаров қағазға ұзақ қарап отырды. Сосын оны бұрынғы бүктелген ізімен өте ұқыпты түрде 3-ші рет бүктеп, кителінің ішкі қалтасына салып қойды. Бөлмеде ешкім болмағандықтан, өзіне өзі күбірлеп тіл қатты. Ертең іске шындап кірісеміз деді. Құдай қолдап, уысымыздан шығарып алмасақ игі еді. Дәл осы түні Рахымов өз жертөлесінде әлгі екінші есіктің артындағы бөлмеде отырған болатын. Ол уақыты тапшы, әрі жүрегінің түгі бар кез келген адамның осындай сәтте жасайтын әрекетіне кіріскен. Ол құжаттарды өртеп жатты. Өзінікін емес, бөтендердікін. Жылдар бойы құрбандарының қалтасынан суырып алған қағаздарды жақты. Төл құжаттар, анықтамалар, хаттар, қойын дәптерлер, кәсіподақ билеттері мен іс-сапар куәліктері отқа оранды. Үндеместің жертөлесінде үлкен темірлеген бар еді. Оның ішінде көмірдің қызыл шоғы бықсып жатты. Сәтжан қағаздарды шоққа бір-бірлеп тастап отырды. Қағаздың бүрісіп, қара шетінің ортасына қарай жылжығанын және соңында сұр күлге айналғанын үнсіз бақылады. Кейбір құжаттарды қолына алып, ішіндегі суретке ұзақ қарайтын, бірақ бәрібір отқа тастайтын. Оның 3 күз бойы қалыптастырған қатаң қағидасы бар еді. Ол ешқашан, ешқандай айғақ қалдырмау болатын. Бірақ басты қателігі сол қағиданы тым кеш. Тек осы 14 қарашаның түнінде ғана орындай бастады. Алдыңғы 3 жыл ішінде ол кейбір заттарды сақтап қалуға жол берген. Ақымақтықтан емес. Кейін психиатрлар ұзақ латын сөзімен атайтын, ал Рахымовтың өзі өмір бақи, ешқандай атау бермеген түсініксіз бір құмарлықтың кесірінен еді. 14 қарашаның таңы атып келе жатқанда, темірлегенде ең соңғы қағаз жанып жатты. Ол басына 8 сайлы кепка киген егде еркектің суреті, жапсырылған тракторшының куәлігі еді. Бұл құжат Ильяс Пернебайұлы Жұмабаевқа тиесілі болатын. Рахымов суреттің алдымен сарғайып, сосын қарайып, одан кейін түтікше болып бұратылып, ақыры үгітіліп кеткеніне қарап тұрды. Дәл осы сәтте ол ауладағы қарабастың үрген дауысын естіді. Төбет өте қатты, үзік-үзік әрі ызалана өрді. Ол тек қақпалдына көп адам бірден келгенде ғана осылай арпылдайтын. Үндемес қалт тұра қалды. Басын көтеріп, екінші бөлменің төбесіне тақа орналасқан темір торлы кішкентай терезеден қақпаның дүрс-дүрс қағылғанын естіді. Сосын бейтаныс дауыс саңқ етті. Рахымов, ашыңыз! Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, деді сырттағылар. Дәл осы жерде Омаров кейін жылдар бойы түсіне кіріп, азабына айналатын өрескел қателік жіберді. Ол тінтуге қаулда жазылғандай таңертең емес, бәрі тым кеш болған басқа уақытта келген еді. Капитан қаулда көрсетілген уақыттан 1 сағат ерте, таңғы сұр ала кеуімде жолға шықты.
Оның ішкі түйсігі алдамаған еді. Түйсік бұл түні күдіктінің бір сұмдықты білдіріп жатқанын сездірді. Алайда капитанның бір сағатқа ерте келуі, үндемеске бір ғана қорқынышты әрекетті жасап үлгеруіне мүмкіндік берген еді. Сол жылдың 14 қарашасында Қарағаш таны бұлыңғыратты. Түнде түскен үсік шалшық судың бетін жұқа мұзбен қатырып тастаған. Үйлердің мұржасынан будақтаған түтін көкке көтерілді. Ауыл ұйқысынан оянып жатты. Әйелдер сиырын сауып, еркектер басқармаға жинала бастады. Бірақ Рахымовтың қыстағынан түтін шыққан жоқ. Омаров алғашқы қара көлік тоқтаған сәтте-ақ мұны бірден байқады. Мұржада түтін жоқ. Аулыда иттің үрген дауысы естілмейді. Қарабас үнін өшірген. Бұл капитанның жүрегіне қонбаған алғашқы жайсыздық еді. Ауылға 3 көлік келді. Біріншісінде Омаров пен 2 жедел уәкіл отырды. Екіншісінде 2 куәгер, ауылдық кеңес төрағасы Сайым мен хаттасушы Сәбира бар. Екеуінің де өңдері қашып үнсіз қалған. Үшінші көлікте қобдишасын ұстаған криминалист пен кинолог келді. Қыстақтың қақпасы ішінен тарс жабықтырды. Капитан есікті қақты. Іштен ешкім үн қатпады. Ол бір қадам артқа шегініп, қақпаның үстінен аулаға көз салды. Қарабас күркесінің жанында шынжырлаулы жатты. Бірақ оның жатысы өте бір түрлі. Басы қайырылып, қырымен сұлап түскен екен. Омаров бәрін түсінді. Төбет өліп жатты. Өзі қашып бара жатқанда, ит шу шығармау үшін үндемес оны осы түні атып тастаған еді. Үйдің де есігі ішінен құлыптаулы екен. Қағып көрді. Жым-жырт тыныштық. Капитан үнсіз ғана 2 уәкілге бас изеді. Олар есікті иықтармен қосарлана соқты. 3-ші соққыдан кейін есік ашылып кетті. Ауыз үйде пештің емес, адамды тұншықтыратын, жаңғаған қағаз араласқан дәрінің ауыр иісі қолқаны қапты. Капитан тапаншасының қабын ағытып, қолын қаруға ұстаған күйі ішке бірінші болып кірді. Ас үйдегі дастарқан үстінде ішілмеген ботқа тұрды. Пештің үстіндегі шәйнек әлде қашан суып қалған. Қабырғадағы ескі сағаттың тілі әлі де соғып тұр еді. Шырша бүршігіне ұқсас гір тастары ақырын төмен түсіп бара жатты. Сағат тілі таңғы 7-ге 15 минут қалғанын көрсетіп тұрды. Келіншегі еңлік үйде жоқ еді. Оны тергеушілер кейін анықтады. Ол өткен түні Ақбұлақтағы апасының үйіне кетіп қалған екен. Рахымовтың өзі пешін жөндеуге көмектес деген сылтаумен оны алдап жіберген. Әйелі кетті. Сол кеткеннен тірі қалды. Кейін көп адам ол шындықты білді ме деп сұрап жатты. Омаров өзінің ұзақ қызметінде бұл сұраққа бір ғана жауап берді. Арада көп жыл өткен соң әріптесіне сырын ақтарып отырып былай деген еді. Ол бәрін білді, және ештеңе білген жоқ. Олардың отбасындағы тіршілік осындай болатын деді ол. Омаров бөлмелерді аралауға кірісті. Төргі бөлмеде күдікті ештеңе жоқ. Дастархан жайылған үстел, орындықтар, бұрышта. 67-ші жылы Жәркент жәрмеңкесінен әкелінген шәй кеселері тұр. Оның үстінде жақтауға салынған сурет ілулі тұр. Суретте әскери құрылысшы киімін киген, кеудесіне қару қысқан жас Рахымов бейнеленген. Жүзі қатал, түрі сұсты. Кеудесінде қызмет үздігі деген төсбелгісі жарқырайды. Жанында орман шаруашылығының мақтау қағазы қатар қойылған. Капитан тоқтап, бұл суретке ұзақ қарады да, ары қарай жүрді. Жатын бөлмеде үстіне мақта көрпе жабылған үлкен төсек тұрды. Төрде уақыт өте қарайып кеткен ескі діни кітаппен кепкен адыраспан ілулі тұр. Оның жанында қара жиектелген енесінің суреті қойылған екен. Суреттің астында әйелінің жасауы салынған ескі сандық тұрды. Сандықтың ішінде кестелі сүлгілер, ақ жаймалар мен ұқыпты бүктелген келін көйлегі жатты. Омаров бұл сандыққа қарап тұрып, дәл көз алдында қарапайым қазақ шаруасының мінсіз тіршілігі тұрғанын ойлады. Тап-таза, тыныш әрі ұқыпты өмір. Бірақ осы үйдің астында, 3 метрлік тереңдіктегі жертөледе бұл тыныштықты тас талқан ететін сұмдық жасырынып жатқаны анық еді. Жертөлеге апаратын есік ауыз үйдегі шегеге ілінген қалың күпәйкенің артына жасырылған. Капитан күпәйкені жұлып алып, есікті жылқы ашты. Оның мұрнына келген иіс кәдімгі ұраның иісіне ұқсамайтын. Жертөледе әдетте картоптың, сыздың немесе тышқанның иісі шығуы тиіс еді.
Ал мұнда жанған қағаздың, керосиннің және тағы бір белгісіз нәрсенің иісі аңқыттырды. Бұл адамның жүрегін айнытатын, тәжірибелі тергеуші ешқашан шатастырмайтын, өте ауыр қан сасыған иіс еді. Капитан ағаш баспалдақпен төмен түсті. Жертөленің шамы жанбағандықтан, оның артынан қолына шам ұстаған уәкіл еріп кірді. Шамның сымы әдейі үзіліп тасталған екен. Ұраның іші кәдімгі қойма сияқты. Иілген картоп, бөшкедегі тұздалған орам жапырақ, сөредегі саңырау құлақпен тосап жабылған құтылар қаз қатартыр. Бұрышта жиналған шелектер, қабырғаға сүйеулі ескі шаңғы мен жіппен байланған ағаш шабадан жатты. Омаров бұлардың еш қайсына қол тигізбестен ақырын айналып өтті. Ол Мұхтар айтқан дүниені іздеді. Екінші құпия, есікті. Есік, шыны құтылар тұрған сөренің артынан табылды. Сөре асығыс жылжытылған сияқты. Саңырау құлақ салынған құтылардың бірі қисайып, оның түбі шам жарығымен жалтырап көрінді. Бұл адам еңкейіп кіретін, сырты ескі киізбен қапталған аласа есік еді. Ондағы екі құлыпта жұлынып түскен, өте дөрекі жұлынған. Мұны Рахымовтың өзі топ келерден 1 сағат бұрын жасағаны анық еді. Омаров уәкілге бас изеді. Уәкіл тапаншасының ұшымен есікті итерді. Есік ішіне қарай баяу ашылды. Капитан Омаровтың бұл бөлмеде көрген сұмдықтары, кейін оның рапортында ешқандай артық сөзсіз, 3 беттік құрғақ мәтінмен ғана жазылды. Біз бұл жерде тәптіштеп ашық сипаттамай-ақ қоялық. Өйткені бұл оқиғаның басты қорқынышы онда емес еді. Ең сұмдығы, Рахымов бұл бөлмені өзінің құпия шеберханасына айналдырған еді. Қабырғаны бойлай салынған ұзын ағаш сөренің үстінде қаз қатар тізілген 11 зат тұрды. Әрбір затқа кендір жіппен байланып, ақ қатырма қағазға ұсақ әрі әдемі жазумен белгі қойылған екен. Ол қағаздарда 1976 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі мерзімдер мен кісі есімдерінің бас әріптері жазылған еді. Бұл заттардың не екенін рапортты оқыған әрбір тергеуші бірден түсінетін. Омаров сол сәтте, дәл сол жертөледе тұрып, бірден 5 жасқа қартайып кеткендей болды. Мұны оның суреттерінен де байқауға болатын еді. Бұл істен кейін Омаров мүлдем өзгерді. Бөлменің бұрышындағы легенде әлі де күл бықсып жатты. Капитан жақындап барып жүрелетті, бәкінің ұшымен суып бара жатқан күлді ақтара бастады. Қағаздардың дені жанып кеткенімен, біреуі аман қалды. Ең астында жатқан құжаттың тек шеті ғана күйген екен. Бұл кеңестік төл құжаттың жыртындысы болатын. Ондағы әріптерді әлі де оқуға болатын еді. Тегі, әкесінің аты мен құжат сериясы анық көрініп тұрды. Кейін азаматтық хал актілерін тіркеу мұрағат арқылы осы әріптердің ізімен 8-ші құрбанның кім екені анықталды. Бұған дейін тергеу ісінде ол туралы ешқандай дерек болмаған. Бұл Ақмола өңірінен 1978 жылдың тамызында Сұңқария ауылындағы құрбысына қонаққа келген бейтаныс әйел еді. Оған тіпті іздеу де жарияланбапты. Құрбысы оны маған ескертпестен еліне қайтып кеткен болар деп ойлаған. Кек арада 1 жыл, 3 ай өткенде қазақ орманын күзеткен жауыздың жертөлесінде сол әйелдің тағдыры белгілі болды. Жартылай күйген құжат бәрін айтып тұрды. Ал Рахымовтың өзі үйде де, жертөледе де жоқ еді. Капитан Омаров аулаға қайта көтерілді. Таң тез атып келе жатты. Түнде түскен жұқа қардың бетіндегі іздер тайға таңба басқандай анық көрінді. Бұл милиция етігінің ізі емес тұғын. Сыртынан галош киген кәдімгі ауыл пимасының таңбасы еді. Іздер отындық жанындағы кішкене есіктен шығып, қалың орманға қарай ұзап кеткен екен. Омаров қолын жоғары көтерді. Қашып кетіпті деп саңқ етті ол. Топты түгел көтеріңдер, ізіне түсеміз деп бұйырды. Осылайша бұл қанды тарихтың ең соңғы қысқа тарауы басталған еді. Қарашаның аязды таңында ойпатты жерлерді жұқа тұман басқан. Рахымов өзі беске білетін жалғыз аяқ соқпақпен қыстақтан ұзап бара жатты. Орман ішіндегі үйшігіне дейін 3 шақырымдай ғана жол қалған. Қолында 83, оғы белгісіз мақсатта атылған әлгі тоз 8 мылтығы бар. Ол енді кері қайтпайтынын анық білді. Онда қашу жоспары да, ақша да, бөтен атқа жазылған құжат та жоқ еді.
Ол тек өзіне таныс, жанына жақын мекенге бет алды, өз орманына, өзінің қарауындағы 47-ші тоқсандыққа. Қалың шырша ішіндегі ескі үйшігіне қарай адымдады. Омаров бастаған топ оның ізімен жүріп отырды. Жұқа қар тез еріп бара жатты. Олар тізбектеліп өте жылдам қозғалды. Мұхтар жолбасшы ретінде ең алда келе жатты. Жас инспектор бұл соқпақтарды кез келген уәкілден артық білетін. Рахымовты да бірінші болып байқаған сол еді. Үндемес ескі үйшіктің алдындағы шағын алаңқайда тізе бүгіп отыр екен. Үстінде жалаң жейде, аяғында галошсыз пима ғана бар. Қар үстінде қару жатты. Алдында қалбыр ыдыстыр. Ішіне белгісіз бір сұйықтық құйылған екен. Рахымов сол ыдысқа телміріп қарап қалған. Мұхтар дауыстап жіберді. Сәтжан, ақымақтық жасама, райыңнан қайт деп айқайлады. Рахымов басын баяу көтерді. Оның сұрғылт көздерінде ешқандай сезім жоқ. Теп-тегіс, бос кеңістікке ұқсайтын. Ол қатты айқайлаған жоқ. Бірақ Мұхтармен жетіп келген капитан Омаров оның сөзін анық естіді. Мен қашпаймын. Мен қашатындардың қатарынан емеспін, деді ол. Омаров қолын тапаншасына апарды. Өте байсалды үнмен тіл қатты. Сәтжан Аянұлы, қарудан алшақтап, қолымызды көтеріміз, деді. Рахымов мырс етіп күлді. Зұлымдықсыз өте қысқа, құрғақ күлкеді. Сосын істің мұрағаттық құжаттарына сөзбе-сөз енген қысқа ғана тіркесті айтты. Орман мені бәрібір өз қойнына алады, сіздерге бұйырмаймын, деді. Келесі 20 секундта не болғаны рапортта өте құрғақ тілмен жазылды. Рахымов сан мәрте қайталанған жаттыққан қимылмен қаруын қолын алды. Капитан таста деп саңқ етті. Мұхтар арақашықтықты қысқартып, оған қарай ұмтылған еді. Үндемес оларға оқ атқан жоқ. Ол қаруын баяу көтерді. Омаров алға қарай жұлқына ұмтылды. 4 қадам ғана жасап үлгерді. Үлгермеді. Орман ішінде бір ғана оқ дауысы жаңғырып өтті. Бұған дейін үні шықпаған құстар шырша басынан дүркірей ұшып, қос өзеннің батпағына қарай төмендей қашты. Айналаны қайтадан өлі тыныштық басты. Бұл алғашқы қар түскен, солтүстіктің желі әлі соға қоймаған қараша таңдағы қазақ орманына ғана тән қорқынышты тыныштық еді. Омаров сұлап түскен дененің жанына келді. Бас киімін шешіп, біраз үнсіз тұрды. Сосын ешкімге қарамастан шетке қарап ақырым ғана тіл қатты. Оңбаған. Бәрібір құтылып кетті ғой деп күрсінді. Мұхтар үнсіз қалды. Оның еріндері дірілдеп тұрған еді. Ол өмірінде бірінші рет адамның жалаң жейдемен қар үстінде, шырша астында тізе бүккен күйі осылай өмірмен қоштасқанын көрді. Бұл кітаптарда жазылатындай емес еді. Бұл одан да қорқынышты, ауыр көрініс болатын. Бұдан кейінгі тергеу жұмыстары тағы 4,5 айға созылды. Қарасай өртенішін тағы 2 рет сүзіп шықты. Желтоқсан айында тоң болып қатқан жерді арнайы сүңгілермен тексерді. Ал 80-ші жылдың көктемінде қар ерген соң қайта іздеді. Жалпы алғанда өртеніштен 11 адамның сүйегі табылды. 11-нің де кім екені анықталды. Жұмабаев Ильяс Перневайұлы, Қызылжар зауытының ағаш ұстасы. Құсайынова Тоғжан Сәкенқызы, Қызылжарлық есепші. 78-ші жылдың тамызында туристік базадан Саңырауқұлақ теруге шығып, қайтып оралмаған. Қызылжар педагогикалық институтының студенті. 77-ші жылы туыстарына қонаққа келген Семей өмірінің қос ағайынды жігіті. Жертөледегі легеннен жартылай күйген құжаты табылған Ақмола өмірінің әйелі. Және көрші ауылдар мен аудан орталығынан жоғалған тағы 5 жергілікті тұрғын. 14 бөлшек 79 нөмірлі істі Қызылжар облыстық прокуратурасы 1980 жылдың сәуір айында ресми түрде жапты. Қылмыс жасаған адамның өліміне байланысты қылмыстық іс жүргізу кодексінің тиісті бабына сәйкес тоқтатылды. Ешқандай сот болған жоқ. Үкім де шықпады. Әрекеттеріне толық құқықтық баға да берілмеді. Қағаз жүзінде Рахымов істі болған жоқ. Заң алдында ол тек күдікті ғана болып қалды. Ал бұл күдікті сейілту немесе растау енді тек жаратушының ғана қолында еді. Ал прокуратура жаратушыны іске тіркей алмайтын. Тергеудің талабы бойынша тағайындалған қайтыс болғаннан кейінгі психиатриялық сараптама 67 беттік қорытынды берді.
Егер оны медициналық терминдерден қазақтың қарапайым тіліне аударса, бір ғана түйін шығатын еді. Рахымов Сәтжан Аянұлында әскери қызмет кезінде басталып, кейінгі жылдары созылмалы жалғыздық пен бақылаусыз билік жағдайында асқынған ауыр жүйке ауруы болған делінді. Сарапшылар қиыр шығыстағы құрылыс батальонында жас Рахымовтың басынан бір сұмдық жағдай өткенін тұспалдап қана жеткізді. Нақты не болғанын анықтау мүмкін болмады. Әскери мұрағат бұл сауалға өте құрғақ жауап қайырды. Көрсетілген мерзімде бөлімшедегі оқиғалар туралы мәліметтер жоқ делінген. Кеңес әскерінде мұндай жауаптар жиі берілетін. Оның артында не шынымен деректердің жоқтығы, немесе білуге қатаң тыйым салынған сұмдық құпия жасырынып жататын. Рахымовтың әйелі Еңлік бұл істе куәгер ретінде қатысты. Одан 4 рет жауап алынды. Әр жауабында ол бір ғана сөзді қайталады. Күйеуін жақсы көргенін, жертөлеге ешқашан түспегенін айтты. Өйткені отағасы рұқсат бермейтін, ал өзі ешқашан қарсы шықпаған екен. Кейде оның оғашқылықтарын байқайтын болған. Бірақ мұны жүйкенің жұқаруы мен ұйқысыздықтан көретін. Ал сол түні күйеуі оны апасының үйіне өзі жібергенін қайталады. Не үшін екенін мүлдем білмепті. Омаров бұл әйелге ұзақ әрі сынай көз тастады. Бойы сұңғақ, арықша келген, басына қара орамал тартқан жан еді. Жүзі момын, жанары байсалды болатын. Капитан хаттамалардың бірінде мынадай шешім жазды. Тергеудің пікірінше, Рахымова Еңлік Жүсіпқызы кейбір жағдайларды сезген болуы мүмкін. Алайда оның толық хабардар болғанына, немесе қылмысқа қатысы бар екеніне дәлел табылмады деді. Осы бір құрғақ сөзбен оның ісіне нүкте қойылды. Еңлік Жүсіпқызы қыстақты колхозға сатып, Ақбұлақтағы апасына көшіп барды. Арада 1,5 жыл өткенде Алатау асып, Бішкектегі алыс туыстарына кетіп қалды. Осымен оның ізі мүлдем жоғалды. Мұхтар Сәрсенов Қазақ КСР қауіпсіздік комитетінен жеке ісіне жазылған арнайы алғыс алды. Ол Қызылжар облыстық Откорман шаруашылығына бас инспектор болып жоғарылатылды. Жұрттың айтуынша, содан бері ол Қарасай өртенішіне апаратын жолды айналып өтетін болған. Ол ұзақ өмір сүрді. 1986 жылы көкшетаулық мұғалімге кеште үйленді. 2003 жылы балық аулап отырған жерінде жүрек талмасынан көз жұмды. Өлерінің алдында қызына үндемес туралы бір ғана қорқынышты сөзді қайталай берген деседі. Қызым, ол қатыгез емес еді. Ол жай ғана іштей сынып қалған адам болатын депті. Мұхтардың мұнымен не айтқысы келгенін қызы сол күйі түсіне алмады. Капитан Омаров бұл іс үшін кезекті майор шенін алды. Оған қоса Алматыдағы орталық аппаратқа жолдама берілді. Ол полковник шеніне дейін жетті. 90-шы жылдардың басындағы тоғышар заманда отставкаға кетті. Бұл қауіпсіздік комитетінің атауы да, құрылымы да сан рет өзгерген бұлыңғыр уақыт еді. Омаров зейнетке шыққан соң естеліктер жазды. Бірақ оның еңбектері ешқашан жарық көрмеді. Қол жазбалар жесірінің қолында, ескі сурет альбомының жанындағы қоңыр қаттамада шаң басып қалды. Әсет Мақсатұлы 2008 жылы дүниеден өтті. Оны Алматыда ақтық сапарға шығарып салуға өте көп адам жиналды. Бір егде жастағы кісі табыттым жанына келіп, іштей дұға етіп ұзақ үнсіз тұрды. Сосын гүл шоғының қасына қарағайдың құраған кішкене бұтағын ақырым ғана қойып кетті. Оның кім екенін марқұмның жесірі сұрауға батпады. Рахымовтың қыстағын 1984 жылы бөренелеп бұзып тастады. Ауылда ондай сұмдық үй кімге керек болсын? Ол тұрған жерде 25 жыл бойы адам бойындай қалақай өсіп тұрды. Арасынан ескі іргетастың орны ғана көрініп жататын. Содан кейін табиғат өз дегенін істеді. Қыстақшықты қоршаған қайыңдар қаулап өсті. Жас теректер бой көтерді. 2000 жылдарға қарай ол жер нағыз қалың орманға айналды. Қазір ол жерде тіпті жаңа орман бағанасы тұр деседі. Бұл тәуелсіз Қазақстан кезінде жүргізілген жаңа орман құрылысының белгісі еді. Бағанада сандар жазылған. Қандай сандар екені біз үшін маңызды емес. Маңыздысы бірақ нәрсе. Үндеместің қыстағы болған жерді қалың орман жұтып қойды. Ешбір шусыз, ешқандай іссіз, табиғаттың үнсіз заңдылығымен жойып жіберді. Бұл үндеместің кезінде өзіне сеніп келген жандарды
қалай үнсіз жұтқанына ұқсайтын еді. Қарасай өртеніші қазір кәдімгі орман алқабы. Жас теректер өсіп жетілді, сосын бірте-бірте шіре бастады. 79 жылы ит жетектеген курсанттар жүрген ескі шұңқырлардың орнына қазір қалың шөп шыққан. Жергілікті халық ол маңға баруды баяғыда доғарған. Қорыққаннан емес, ол жерде саңырау құлақ мүлдем өспейтін болған. Қариялар ол маңды қара жердің өзі жатырқап жатыр деп түсіндіреді. Ал жастар жағы иықтарын қиқаң еткізеді де басқа алқаптарға кетіп қалады. Әйтеуір Қызылжар өңірінде қалың орман жетерлік еді. Өртеніштен табылған 11 адамның сүйегін туыстары арулап жерлеуге алып кетті. Тек Ақмоладан келген, құжаты легенде жанған әлгі бейтаныс әйелдің мүрдесі ғана қалды. Оны іздеуші ешкім болмады. Оны Сұңқария маңындағы ауылдық зиратқа, жалпы қабірге жерледі. Басына қарапайым ағаш белгі қойылды. Оған аты жөні мұрағаттық деректер бойынша қалпына келтірілді деген тақтайша ілінді. Арада бірнеше жыл өткен соң ағаш белгі темірге ауыстырылды. Бірақ оған марқұмның тегін бәрібір ешкім жазған жоқ. Сол темір белгі әлі де есімсіз тұр. Күздің жауынында үстінен су сорғалап, қыстың түнінде қырау басып жатады. Әр көктем сайын жергілікті кейуаналар сол қабірге бәйшешек жұлып әкеліп қояды. Олар марқұмның туыстары емес, сол бір сұмдық оқиғаны еміс-еміс есіне сақтаған жандар ғана. Жай ғана, ешқандай түсініктемесіз солай жасайды. Бұл қазақ даласының жазылмаған заңы еді. Жат адам болса да, Құран бағыштап, еске алу парыз. Өйткені ол да біреудің бауыры ғой. Біз кім екенін білмесек те, жаратушыға аян. Рақымовтың ісіне арада 40 жылдан астам уақыт өткен соң, салқын ақылмен көз жүгіртсек, бірнеше шындық ашылады. Бұл кеңес дәуірінің милиция туралы кітаптарда жазыла бермейтін ауыр шындық еді. Ондай шындықтың үшеуі бар. Әрқайсысын жеке талдап өту маңызды. Онсыз мынадай сұмдық қалайша тұтас 3 жыл бойы жалғасқанын түсіну мүмкін емес. Әрбір сыбдыр үкіметтің есебінде тұратын қатаң елде мұндай жағдай қалайша назардан тыс қалды. Бірінші шындық. Кеңестік қалаға қарағанда, кеңестік орман жүйенің көзі көрмейтін соқыр аймағы болды. Қалада адамдар ортақ жатақханаларда, ескі тамдарда, немесе жайлы 2 бөлмелі пәтерде тұрды. Барлық жерде қабырға артында көршісі, аулада сыпырушысы, аймағында сақшысы болды. Тіркеу орнындағы төлқұжат үстелі, жұмысында кадрлар бөлімі, әр қадамын аңдыған кәсіподақ ұйымы бар еді. Қала адамның әрбір басқан қадамын бірнеше адам қатар біліп отырды. Ауылда бәрі қарапайым, бірақ одан да тығыз еді. Бүкіл ауыл бәрін білетін, ал сыбыс кез келген ұйымнан жылдам тарайтын. Ал қалың орман бұл бақылау жүйесінен мүлдем тыс қалған еді. Орманда орманшыдан басқа ешкім ешкімге есеп бермейтін. Ал орманшы басқармаға айына 1 рет қана қағаз жүзінде баяндама жасайтын. Егер ол журналдарын қатесіз, тап тұйнақта етіп болтырса, басқарма оған риза болды. Басқарма риза болса, оның аймағына ешкім бас сұқпайтын. Осылайша Рақымов 3 күз бойы ешкімнің көзіне түспей, сұмдығын жалғастыра берді. Ол аса бір кемеңгер қылмыскер болғандықтан емес, жай ғана қарапайым орманшы болғандықтан. Кеңестік орман жүйесінде 47-ші бағанадан кейін жоғарғы орданың билігі 300-інде аяқталатын еді. Екінші шындық. 70-ші және 80-ші жылдардағы милицияда із-түссіз жоғалғандарды іздеу ісі өте нашар ұйымдастырылды. Қағаз жүзінде бәрі қатаң көрінетін. 3 тәулік күту, баянат, бағыттама, іздеу ісі арнайы құжат жасалатын. Ал іс жүзінде бәрі басқаша. Қағазға көмілген ауыл сақшысы, іске салғырып қарайтын аудандық іздестіру бөлімі бар еді. Аудандар арасындағы байланыс нашар, ортақ мәліметтер қоры мүлдем жоқ болатын. Басшылық жазда теримшілердің адасуы қалыпты жағдай деп санайтын. Күзге қарай іс қозғап, сосын оны мұрағатқа тастап ұмытатын. Жоғалған адамның құжаты мұрағатта 6 ай жатады да, содан кейін автоматты түрде шаң басқан сөреге кететін. Кеңес ішкі істер министрлігінің ресми статистикасы бар еді. Соған сәйкес, бір ғана 1978 жылы Қазақ КСР аумағында жоғалғандар туралы 2000-ға жуық іс қозғалған.
Бұл қауіпсіздік комитетінің жабық мұрағатына кеткен құпия істерді есептемегендегі көрсеткіш еді. Бұл санаттағы істердің ашылу көрсеткіші әртүрлі бағалаулар бойынша 20-25%-дан аспайтын. Қалған адамдар жай ғана із-түзсіз кеткен болып саналды. Алғашқы 2 аптадан соң оларды іздеуді ешкім шындап қолға алмайтын. Ашылмай қалған 80% істің кем дегенде тең жартысы орманды аймақтарға тиесілі болса, мұның себебі айдан анық еді. Қалың қарағай ішіндегі қанды қол, қылмыскер ұзақ жылдар бойы ешбір із қалдырмай өмір сүре беретін. Үшінші шындық мынадай. Жоғарғы орда билігі Қанізердің жылдар бойы адам өлтіргенін және өз милициясының оны ұстай алмай отырғанын көрсететін істерді жаны сүймейтін. Мұндай істер тұтас жүйенің, құқық қорғау орындарының және социалистік өмір салтының абыройына нұқсан келтіреді деп есептелді. Сондықтан, Кеңес одағындағы атышулы қылмыстық істер тікелей қауіпсіздік комитетінің немесе одақтық прокуратураның қатаң бақылауына алынатын. Оларға әрдайым аса құпия деген мөр басылды. Бұл істердің атауын саусақпен санарлық қана адам білетін. Олар туралы газет беттерінде жазылмады, кино түсірілмеді. Құрбандардың отбасыларынан тіс жармау туралы қолхат алынатын. Қылмыс болған ауылдарға үнсіз қалу туралы жасырын бұйрық берілді. Үндеместің ісі де сондай. Ондаған құпия қағаздардың бірі ғана еді. Бұл істер қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарында батыстан шығысқа дейінгі аумақта шан басып жатты. Одақ ыдыраған соң, бұл мұрағаттардың бір бөлігі ғана ашылды, ал басым көпшілігі сол күйі жабық қалды. Көптеген қаттамалар әлі де құпия мөрдің астында сақтаулы тұр. Ондағы сұмдықтар туралы біз бәлкім 20 жылдан соң білерміз, немесе еш қашан білмеспіз. Ал Сәтжан Рақымовтың психологиялық бейнесіне келетін болсақ, мамандар әлі күнге дейін ортақ пікірге келе алмай отыр. Қайтыс болғаннан кейінгі сараптама оның бойында жастық шағында алған ауыр жарақаттан туындаған қауіпті ауытқу болғанын көрсетті. 79 жылдың кеңестік терминологиясында бұл өте ұзақ әрі бұлыңғыр жазылды. Өйткені Қанізер деген сөз кеңес медицинасында мүлдем құпталмайтын. Бұл сөз социалистік қоғамға жат. Батыстың қылмыстық ілімінен шыққан ұғым саналатын. Үндеместік кітаптарда жазылатын нағыз құбыжық деп айту қиын еді. Ол кинодағыдай қатыгез жендет те, детективтердегі суыққанды данышпан да емес тұғын. Ол іштей сынған, психологиялық ауыр соққалған адам болатын. Оның бұл қатыгездігін жүзеге асыруына айналасы таптырмас, мінсіз жағдай жасап берді. Қалың орман, орманшы қызметі, ауылдастарының сенімі, жазасыз қалу мен оқшауланған жалғыздық. Егер жағдай басқаша болғанда, бәлкім ешқандай сұмдық орын алмас еді. Сәтжан Рақымов 85 жылы жүрек талмасынан өз ажалымен өлер ме еді. Келіншегі еңлік оны Қарағаш маңындағы ауылдық зиратқа арулап жерлер еді. Ал аудан жұрты қайран үндемес өмірден өтті-ау, жақсы адам еді деп еске алар ма еді. Мұндай жағдайлар өмірде өте жиі кездеседі. Іштей сынған адамдардың көпшілігі өз ғұмырын тып-тыныш өткізеді. Өйткені оларға мұндай сұмдықты жасауға қолайлы орта бұйырмаған болып шығады. Осы тұста ерекше тоқталып өтетін тағы бір қорқынышты көрсеткіш бар. Қазақ КССР Қызылжар басқармасының мұрағатында 1965 жылдан 85 жылға дейінгі мерзімде 41 қылмыстық іс тіркелген. Олардың барлығы орман алқабында адамдардың қылмыстық жағдайда жоғалуы деген санатқа жататын. Осы 41 істің тек 7-інің ғана себебі мен кінәлісі анықталған. Қалған 34 іс айыпталушының болмауына байланысты тоқтатылды деген белгімен мұрағатта шаң басып жатыр. Бұл нені білдіреді? Тек бір ғана Қызылжар өмірінде 20 жыл ішінде 34 адам орман ішінде із-түзсіз кеткен. Және бұл тек құқық қорғау орындарының назарына іліккендері ғана. Бұл бір ғана облыстың көрсеткіші. Ал Ақмола, Қостанай, Павлодар, Семей және Алматы маңындағы қалың ормандардың беретін сандары бұдан еш кем емес еді. Осы 34 істің ішінде үндемес сияқты тағы қанша Қанизер орманшы болғанын ешкім білмейді.
немесе шын мәнінде адасып, батпаққа жұтылған теримшілер қаншама екенін енді ешқашан анықтау мүмкін емес. Қалың орман бәрін есінде сақтайды, бірақ орман үнсіз қалады. Орман мен кеңестік қаланың басты айырмашылығы да осында еді. Қала ерте ме кеш пе бір күні сырын ашады, ал орман ешқашан тіл қатпайды. Бұл оқиғада ешқандай тартымды романтикалық сарын жоқ. Ешқандай зұлымдықтың данышпаны емес. Ақыл ойдың тартысы да болған жоқ. Тергеуші мен қылмыскер бір-бірінің айнадағы көшірмесіндей арбаспады. Онда тек 46 жастағы, көзінің нұры сөнген, сұрғылт жанарлы, қарапайым шаруа ғана болды. Ол мемлекет орманын қорғайтын орманшыдан, сол орманның ішкі жыртқышына айналды. Және Қызылжардан келген қауіпсіздік комитетінің қарапайым капитаны болды. Ол қылмыскерді жай ғана карта арқылы, оқтар жазылған қағазбен 20 жылдық қызметінде шындалған ішкі түйсігі арқылы тауып алды. Бетін сепкіл басқан, бөтен терезеге кездейсоқ үмілген аңшы жігіт болды. Және демалыс күні саңырау құлақ тереміз деп шығып, қайтып оралмаған 11 қарапайым кеңес адамы болды. Олардың оны қазір ауыл мен қала зираттарында өз есімдерімен жерленген, ал біреуі есімсіз, жазуы жоқ темір белгінің астында жатыр. Бәлкім 12-ші құрбан ешқашан болмаған да шығар, немесе тағы біреуі, одан кейін тағы біреуі болған да шығар. 14 бөлшек 79 нөмірлі істің мұрағаттық қаттамасы бүгінде жабық қоймалардың бірінде сақтаулы тұр. Сыртында аса құпия деген мөр бар. 2010 жылы бұл мөр ресми түрде алынғанымен, қаттамаға қол жеткізу әлі де шектеулі. Іс материалдарының бірнеше үзіндісі есімдерсіз және жер-су атауларынсыз тергеушілерге арналған арнайы басылымдарда жарияланды. Кейбір деректер бұрынғы жедел уәкілдердің естелік кітаптарына енді, ал кейбірі Қызылжар орманшыларының ауыздан ауызға тараған аңызына айналды. Істің басым бөлігі сол күйі жабулы жатыр және ұзақ уақыт жата береді. Өйткені мемлекеттің абыройына нұқсан келтіретін кез келген іс сияқты, мұның да қозғалмауын қалайтындар әрқашан табылады. Қарағаш бүгінде 7 ғана түтіні қалған аядай ауылға айналған. 2001 жылы мектебі жабылды, ал 2008 жылы дүкеннің есебіне құлып салынды. Хат тасушы көрші ауылдан аптасына бір рет велосипедпен келіп кетеді. Ауылда 3 кемпірмен ауласында 2 ешкі ұстайтын 52 жастағы ішімдікке салынған шаруа ғана тұрады. Кезінде бұл жерде Сәтжан Аянұлы есімді орманшы болғанын, және 79 жылдың қарашасында қыстақта қандай сұмдық болғанын сұрайтын адам да қалмаған. Ауыл қариялары үндемес туралы естерінде сақтаса да, тіс жармауға тырысады. Олардың ішіндегі 92 жастағы кейуана бірде сырттан келген тілшінің сұрағына қысқа ғана жауап берген еді. Балам, бұл туралы еске алуға болмайды. Бұл туралы үндемеу керек. Орман бәрін естіп тұр деді ол. Бәлкім бұл адамзаттың ең басты сұрағына берілген нағыз қазақы жауап шығар. Мұндай сұмдық қалай болды? Кім кінәлі? Немесе біз қай жерден қателестік деген сұрақтар емес. Ең басты жауап орман бәрін естіп тұр дегенге саятын еді. Яғни бұл жалғанда адамның ақылы жетпейтін, өзіндік жады бар мекендер кездеседі. Олар адам баласы көргісі келмейтін сұмдықтектардың талайына куә болған жерлер еді. Сондықтан олар сол қанды құпияларды қалың мүкпен қураған қарағай қылғанның астында, Көкшетаудан Қызылжарға дейін күнара жауатын сіркіреген жаңбырдың астында мәңгілікке үнсіз сақтап жата береді. Үндеместің құрбандары бұл орманға ешқандай қауіп сезбестен толық сеніммен кірген еді. Олар дала адамы, күзде үйде не үшін шықса соның соңынан кетті. Саңырау құлақ теруге, бүлдірген жинауға, қалым шырша мен қарағай арасында бір сәт оңаша қалуға ұмтылған болатын. Олар орманға сенді. Орман оларды сатқан жоқ. Орман өз болмысында қалды. Оларды сол орманды күзететін, басқаратын адамның өзі сатты. Орманшы оларды қорғау тиіс адам еді. Бұл оқиғаның ең ауыр тұсы да осында. Орман қауіпті емес. Ең қауіптісі адам мен табиғаттың ортасында тұрған, сол кездесуді басқаратын дәнекер адам. Кеңес заманында бұл орманшы болды.
Басқа заманда ол шенеунік, дәрігер немесе мұғалім болуы мүмкін. Сенің жабық есігіңнің кілтін ұстаған кез келген жан. Капитан Омаров зейнетке шыққаннан кейін жазған, ешқашан жарияланбаған естеліктерінің бірінде мынадай жолдарды қалдырды. Оны сөзбе сөз келтірген жөн болар. Ол былай деп жазды. Мен бұл іс туралы ұзақ жылдар бойы ойландым. Мен Рахымовтың анадан жауыз болып тумағанын жақсы білемін. Дәл оның жағдайындағы талай адам өз ғұмырын тып-тыныш сүріп өтер еді. Оның ішіндегі сол бір қатыгездік тетігі нақты қай сәтте басылып кеткенін мен білмеймін. Бірақ мен бір ғана нәрсені анық білемін. Өз қызметімде мен әртүрлі қалалар мен ауылдарда түрлі адамдардың бойынан ондай кетіктің 20 шақтысын көрдім. Және бірде-бір жағдайда олардың айналасындағы адамдар сол тетіктің іске қосылған сәтін байқамаған. Ол сыртқа көрінбейді. Ол тек іште, жан түкпірінде болады. Егер оны дер кезінде байқайтын жанашыр жан табылмаса, соңында біз келеміз. Ал біз үнемі тым кеш келетінбіз. Омаров бұған қосып басқа ештеңе жазған жоқ. Біз де бұдан асырып ештеңе айтпаймыз. Өйткені мұндай қанды тарихтың кез келгенінде ең басты сұрақ қалай ұстады емес, мұндай сұмдық қалайша мүмкін болды дегенге саяды. Бұл екінші сұраққа қазақтың қалың орманы жауап бере алмайды. Кеңестік жүйеден жауап күтудің өзі артық еді. Бәлкім, сіз бен біздің әр қайсымыздың өз ішімізде ғана жауабымыз бар шығар. Және әр адам өз жауабымен өмір жолын әр қарай жалғастыра береді. Ал Қарасай алқабы баяғы қалпында әлі де мызғымай тұр. Қызылжар мен Ақмола өмірінің тиіскен тұсындағы орнында қалды. Ол жаққа әлі де терімшілер ағылып барып жатады. Әсіресе тамыз айындағы жылы жаңбырдан соң ақ саңырау құлақ қаулап өседі. Аудан орталығынан жастар көлікпен келіп жол жиегіне тоқтайды. Қолдарына үлкен шелектерін ұстап, орманға кіреді. Олар ештеңе білмейді. Және ештеңе білмегендері де жақсы болды. Оларға оның керегі де жоқ еді. Қазір орманның жаңа қожайыны бар. 30 жастағы жас жігіт. Үйленген, 2 баласы бар. Тегі Қадыров. Қайрап Қадыров үндемес туралы бір жерден құлағы шалып қалған еді. Орман шаруашылығы мектебінде оқып жүргенде, баяғыда болған бір оқиға ретінде мысалға келтірген. Қайрат бұған қауіпсіздік сабағындағы оқулықтан алынған қорқынышты аңыз ретінде ғана қарады. Қайрат кәдімгі қарапайым адам. Ол өз әйелін, балаларын және ескі болса да әлі мықты істейтін қызметтік иж мотоциклін жақсы көреді. Және ешқандай сұмдық орын алмайтын өзінің орманын да қатты сүйеді. Құдай сақтасын, енді мұндай сұмдық қайталанбас. Жаратушы өзі қолдасын. Дегенмен табиғат ешқашан ештеңеге уәде бермейді. Орман бәрін естиді. Орман бәрін есінде сақтайды, және орман үнемі күтеді. Оның үнін түсінетіндер мұны жақсы біледі. Қалғандары бір күні ұғар.